Кеш, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің зумымыз тек қана нәтижелермен бөлісеміз дедік. Клеткалық жасушалық тамақ, американдық тамақ, мынандай елев 8 деген, мынау акселер екен ғой. Мынандай елев 8 деген өнімнің өте пайдалы екенін көріп, көзіміз жетті. Өйткені мен 25 жыл медицина саласында істеп, күйзелістің не екенін бәрін, қанша ауруды оқып, соның бәрі күйзелістен пайда болады дегенде мән бермей, өз басымнан өткіздім. Күйзелістің не екенін, оған қалай денсаулыққа әсер ететінін өзімнен көрдім. Ең қиын ауру аутоиммундық заболевание, гломерулонефрит деген ауру пайда болды күйзелістен. Сол кезде маған диетаға отыр деді, иммунитетті жөндеу үшін дұрыс тамақтану керек деді, стрессті кетіру керек деді. Сонда мен БАДы іштім, диетада отырдым. Ең қалай айтсам болады, қиын екенін диетаның сол кезде түсіндім. Диетада отыру, не нәрсені жей алмай, тұзды жей алмайсың, аштыны жей алмайсың, ананы жей алмайсың, бәрі зиян деген кезде не жеріңді білмей қалады екенсің. Сол кезде мен мына клеткалық өніммен таныстым. Бір айдан кейін осы өнімді, 3 ай қолданып, осы өнімні 3 айдың ішінде мен результат алдым. Бүйрегімнің жұмысы толық қалпына келді. Күйзелістің не екенін ұмыттым. Хронический усталость дейді ғой, шаршағандығым басылды. Ішкі құрылыстарының бәрі жөнделді. Одан кейін мына шейный остеохондроз деген болатын, желкеден. Осы желкедегі ауырған кетті. Мен сонда мынаның бүкіл ағзаға пайдалы екенін түсіндім. Клеткалық тамақ деген осы клеткаларымызға дұрыс тамақ берсек, бүкіл ауруды емдейтінін түсіндім. Осы екеуі, мынау таңғы асымыз, мынау кешкі жатарда ішетін асымыз, мынау слип дейді, мынау ресторе дейді. Белый фиолетовый капсула, бұл міне сладкая парочка дейміз, түнде жатарда ішеміз. Мына елевтің құрамыны енді бүкіл ағзаға керекті 90 компоненттің бәрі бар. Айтады ғой, клеткаға керекті дәрумендерді, жасушалық тамақтың ішінде кіретін компоненттердің бәрі егер дұрыс барса клеткаға, клетка өзін-өзі емдей алады деген. Ондағы ішіндегі шлактарды шығаратын жақсы өнім міне. Осы біздің түнгі асымыз. Осы екеуі күнделікті тамағын беріп, кешкі клеткаларды тазартып, тыныштандырып, орнына келтіретін осы кешкі өнім екеуі бүкіл ағзадағы ауруды жеңуге мүмкіндік береді. Бізде өте көп результат осылардың клеткалық өнімдердің арқасында. Менің 5 балам бар. Мен неге сенем бұл өнімге да? Өзім денсаулық алмаймын, міне балаларым 5 жыл болды, ешқандай аптекадан дәрі алмаймын, антибиотик алмаймын, вирусқа қарсы дәрілерді алмаймын. Тамақ мысалы жөтелген, сінген, әртүрлі антисептиктарды алмаймын, температураға қарсы алмаймын. Өйткені бізде өте керемет өнімдер бар, жаңадан шыққан. Иммунокод деген бұл иммунитетті қалпына келтіретін, составында трансфер фактор, Нобелевский премия алған. Одан кейінгі өнім шыққан мынандай Бкардио деген өнім бар. Бұның құрамында оксид азота. Бұл да медицинада Нобелевский премия алған. Оксид азота бүкіл қан тамырларды тазартып, жүректің жұмысын жақсартып, мидағы инсульт, инфаркттардың бәрін кетіреді. Мида инсульт болса, геморрагический инсульт, или жүректегі инфаркт болса, соның алдын алады, тромбтарды кетіреді, холестеринді түсіреді, сахарды түсіреді. Мынау деген керемет ауада миға керектінің бәрін береді. Одан кейінгі ең жақсы өнімдердің бірі, мынау суставтарға пайдалы коллагені бар, гиалуроновый кислотасы бар, куркуминовый чай. Бұл енді өте мықты онкопротектор деп айтылып жатады, өте мықты антибиотик деп айтып жатады. Бүкіл воспаление, особенно суставтарды воспалениені кетіріп, хряштарын восстановить етіп, кожаға да адамды жасартуға өте жақсы ықпалын тигізеді. Өйткені мында коллаген бар. Чай ретінде іше отырып, бүкіл ағзаны емдей аламыз. Одан кейінгі новинкамыз міне Great Greens деген зеленый сок. Бұның ең кереметтігі, бұл мысалы қазіргі кездегі ең медицинада қорқынышты аурулардың бірі рак деп жатамыз ғой. Соны метастазын тоқтатып,
ағзаны қалпына келтіруге көмектеседі, клеткаларды жеңуге. Вот онкоклеткаларда өте мықты результаттар бар. Осындай өнімдерді ішкен зеленый сок из ростков пшеницы деп жатады ғой. Бұның құрамында хлорофилл бар, гемоглобинді қалпына келтіреді. Енді осындай өнімдерді пайдаланған біздің әріптестеріміздің результаттарымен бөліссе, сіздер өздеріңіз көздеріңіз жетеді. Қазіргі бөлісетін результатпен Райгүл. Кеш жарық, қайырлы кеш, әріптестер. Енді міне бүгінгі зумымыз керемет. Сіздер менен міне бүгінгі кеште кездесіп отырғанымызға мен өте ризамын. Мен бұл өнімдерді жасушалық тамақ LF8, Акселер 8-ді 2018 жылы май айынан бастап ішемін. Ол кезде менің денсаулығым өте нашар болған, 107 килограмм артық салмақ болған, менде давлением 200-ге дейін көтерілетін, протрузия белімде болды, енді радикулит деп айтады ғой. Одан кейін менде аяғымда седалищный нервқа суық тиген, бір жақ жамбасымнан төмен қарай прям ауырып тұратын. Содан кейін менде қолымда гигрома болған, послеродовой геморрой болған. Осылардың барлығына қосылып, менде 43 жасымда климакс басталған, достар. Бұл климакс деген әйел адамның ағзасының қартаюға дайындалу процесі екен. Соны мен өзім оқып алғаннан кейін, ол деген жаман ғой, раздражительность, адамға депрессия береді, шаш деген уыстап түседі, тырнақ деген слайд етеді. Осының барлығы әйел адамның, енді ойлаңыздар, 43 жас деген жап-жаспын ғой негізі. Өзім жаңадан босанған, мысалы үшін мен үшінші ұлымды 39-ды бітіп 40-қа кеткен кезде босанғанмын. Соның өзінде менде ранний климакс деп мен өзім считаю оны. Содан осындай менде денсаулығыменен проблемалар болғандықтан бізге Болат Саматаев, наставнигіміз, информацияны берген кезде, Ерлан, енді өздеріңіз білесіздер, ол маркетинг изучать етіп жатқан кезде, мен алып осы өнімдердің составтарын оқыған кезде, мен кәдімгідей мына ночной питанияға ғашық болдым ғой. Натуральный, мынау дегенің бізді адамның дейді күндізгі жеген тамағының барлығы түнде ұйықтаған кезде жығат етіледі екен, гормон мелатонин барабатырат етіледі екен деген кезде, мен сразу өзімді вспоминать етіп, түнімен ұйқы болмайтын, менде ұйықтамаймын. Өйткені менде сердечно-сосудистый проблема болды. Ойлаңыздаршы, 200-ге дейін давлением көтерілетін, и 150-160 пенен еще протрузия, артық салмақ, адам ұйықтамайды, и сол кезде мен Ерланға айтамын ғой, мынаны алып берші, мен енді маркетингті істейсің бе, істемейсің бе білмеймін, мынау маған ішкім келіп тұр, мен маған көмектеседі деп. Өйткені маған Қытайда мен болғаны, сол кезде медицинский центрға барған кезде профессор айтты ғой маған, сізде сердечно-сосудистый проблема, егер мына артық салмақты кетірмесеңіз, сізде любой моментта инфаркт, инсульт өліп қаласыз деді маған. Сразу айтты ғой, өліп қаласың деп. Енді Қытайдың медицинасын білесіздер ғой, достар, олар адамның түріне қарап, кожасына қарап, тіліңе, көзіңе, бәріне қарап, сонда ол кісі менің сосудтарымның состояниесін көріп тұр ғой, уже жарылғайы дайын тұрған. Содан осы өнімдерді көрген кезде, шынымды айтсам, Ерланға айтам ғой, алайықшы, ол деген маркетинг изучать дейін, бір жұмадай ма изучать етіп жатты. Содан кейін шынында да заказ беріп, біз алдық. 2018 жылы май айынан бастап іше бастадым, достар. Мен негізі енді өзім артық салмақ кетірейін деп бастап ішкенмін ғой, сол сердечно-сосудистый проблема болғаннан кейін. Артық салмаққа деп ішіп жүрсем, ең бірінші, достар, менде послеродовой геморрой кетті. Прям бір жұманың ішінде рассосалась, зажила. Жаңағы Айжан айтпақшы, еще диета ұстаған ғой, сол кезде менде мучной жемейсің, тәтті жемейсің, соленый жемейсің, жареный жемейсің, картошка жемейсің, макарон жемейсің, рис жемейсің. Сол кезде тауықпенен нені ғана жейсің, капустаны. Сол кезде менде запор еще шығып кетті, послеродовой геморройым одан ары өршіп, менде прям дегенің туалетке бара алмай, сондай бір мучение болған, бір жұманың ішінде рассосалась и зажила. На трещинаның барлығы зажила. Біз айтамыз ғой, ранозаживающий действиесі бар. Действительности ранозаживающий действиесі бар. Содан кейін, достар, менде давлением, екінші жұмада давлением кете бастады. Оны қайдан білдім? Басында головокружение сияқты бір состояние болды. Сол кезде мен давлениемді апайым жатқан тонометрменен өлшесем, 120/80. Өзім таң қалыппын ғой, мен ылғи айтам ғой, өзі үлкен көзім одан ары үлкейіп кеткен ғой. 120/80.
мен өзім таң қалдым. Сол кезде біз енді обострение деп айтамыз ғой. Обострение деген мысалы үшін 150-160-та жүріп алған, менің уже үйреніп алған ғой. 150-160-қа 200-ге дейін көтеріледі. Сол состояниеден төмен түсіп қайтадан нормаға келе бастаған кезде ағзада процесс жүріп жатыр ғой. Сол кезде уже ағзада жұмыс жүріп жатқаны мен сонда түсіндім, иә. 2 жұманың ішінде қан қоюған сұйылып, менің давлением нормаға келе бастады. Мені учетқа алған гипертонияға. О жерге енді бірінші рет бардым, дәріні, в общем, врачтардың назначать еткен дәрілерін өзі тегін аласың деп, сол тегін дәріні алғайы. О кезде Өскемен қаласында тұрамыз, поликлиникаға Буровадағы барсам, орыстың ападары очередьта отыр екен да, мен очередьті аяғына дейін тоса алмай, 2 сағаттан кейін дәріні де алмай кетіп қалдым. Сол кезде осы өнімдер бізге кездесіп, міне уже 6 жылдан асып барады, мен давлениянын дәрісін жемеймін, достар. Енді біз айтамыз ғой, біздің өнімдерді жегеннен кейін, ой, басым ауырмайды, давление болмайды деген мүмкін болмайды. Болады, иә. Өйткені атмосферный давление болады. Мына ауа қысқан кезде де. Ондай кезде мен қазір рахат кәдімгідей елеппенен бикардионы жеп аламын да, осыменен давлениянын дәрісін жемеймін, иә. Сонымен, достар, менде кожный проблема болған, аяғымда сол кетті. Климакстың симптомдарының барлығы кете бастады. Раздражительность, мына прилив, депрессия, соның барлығы кете бастады. Содан кейін, достар, 6-7 айдың ішінде менің салмағым минус 30 килограмм, где-то 2018 жылы май айында бастадым ғой, уже июль, август айларында менің салмағым уже 77 килограммға дейін түсті, иә. Без диета, достар. Ол кезде мен еще специально тамақты ішіп аламын да, кешке жақын өлшенем, акселерді ішіп аламын, таңертең тұрып қайтадан өлшенсем 1 килограмм, 201 килограмм, сөйтіп сжигание бола бастады ғой. Вот содан менде салмағым енді 77-ге дейін түсті, менің салмағым. Но қазір енді мен 80-80-ден асып жүремін, өйткені біз диета ұстамаймыз. Қазірдің өзінде кішкене болсын өзіміз ағзаға көмектессек диетаменен, бізде салмақ та кетеді, иә. Енді ол денсаулықпен проблема болса, ол салмақ обязательно кетеді. Менде отек кетті, самый главный. Содан менде послеродовой геморрой, давление кетті, климакстың симптомдары кетті, протрузия кетті, седалищный нервтің аяғыма ауырғаны басылды, қолымда гигрома болған. Енді көптеріңіз білесіздер, мынандай қолымда гигрома болған. Осы гигрома, достар, жаңағы Айжан көрсеткен редженерді ішкен кезде 2 айдың ішінде раса салайсыз. Мен сол кезде таң қалдым ғой. Расымен таң қалдым. Кейбір кезде бізге айтып жатады ғой, ой, өнімді ішіп жатырмын, неге көмектеспейді маған деп. Көмектеседі, достар, уақыт беру керек, иә. Сол кезде мен де айтады ғой, менің давлением, геморройдарына қарамаймын. Гигрома неге кетпейді деп жүреді ғой. Редженер шыққан кезде, гигрома 2 айдың ішінде кеткен кезде мен таң қалдым. Содан бері міне 4 жыл өтті. Ол гигрома қайтадан шыққан жоқ. Біздің өнімдердің действительности первопричинасын алатынын, иә, достар, мен сестренкамның қолына гигрома шығып, операция жасатып, операциядан кейін 6 айдан кейін о қыздың қолына қайтадан шықты. А менде міне 4 жыл болды қайтадан шыққан жоқ, ол қалай ары қарай шықпайды да. Енді менің денсаулығымның результаттарды 2 минутта айтып бітіру мүмкін емес. Сондықтан, достар, міне осындай керемет күшті результаттар бізде, иә. Самый главный, менде қазір нервна депрессия, раздражительность деген жоқ, иә, достар. Бұрын менде кәдімгідей жүрек ауырғандікі ма, білмеймін, тревожный состояние болатын. Бір нәрсе естісем, жүрегім тарсылдап қорқып кететін. Қазір менде сол жоқ. Мен сондай керемет осы өнімдерді шынымен жақсы көрем, өзім мен кәдімгідей жақсы көрем, осылай құшақтап жүрем. Осы өнімдерді енді өстіп результатымызды айтып, бөлісіп, қазіргі таңда табысты да тауып отырған жайымыз бар. Рахмет. Ой, рахмет, Райгүл, керемет результат. Келесі бөлісетін Шарипа апай. Кеш жарық, қымбатты әріптестер. Менің атым Шарипа, мен Алматы қаласында тұрамын, жасым 72-де. Мен осы компанияда жүргеніме 4 жыл болды. 2021 жылы наурыз айында келгенмін. Содан бері осы Берти компаниясының клеткалық тағамдарын пайдаланып, мен өзімнің денсаулығымды 100% жақсылап алдым. Мен бірінші бастап ішкенде элептен бастадым. Мына біздің ең керемет өніміміз элептегі деген мынандай капсулада болады. Осының 10 капсуласын сатып алып, оны 2-ге бөліп ішіп, 20 күннің ішінде мен нәтиже алдым. Мен компанияға келгенімде бір аяғым жүрмейтін болған,
басылмайды жерге мүлдем. Артритім асқынып кеткен болған, таяққа сүйеніп, әрең дегенде шалым солымнан бір жағымнан сүйеп бүйтіп жүретін болғанмын. Одан кейін менің ауыр салмағым болған себебі жаңа Райгүл айтқан сияқты менде де ранее целинит болған. 40 жасымнан бастап ранее целинит болып, гормональный фон өзгеріп кетіп, сонан бастап аурулар басталып кеткен. Содан салмақ болып бастадığımda менің компанияға келгенде салмағым 108 килограмм болған. Одан кейін менің көзімнің көруі нашарлап қалған сол целиниттің әсерінен. Мен 3,5 деген аспин жеген едім компанияға келгенде. Одан кейін менің ауырмайтын органдарым болмаған мүлдем. Менде жопта болған, гастритте болған, панкреатитте болған, пиелонефритте болған, өтімде дистенизия желісіне көтереді, диагноз қойған, бауырымда ауыратын болған, соның барлығын қосып арқалап жүргенде сөйтіп, менің салмағым 108 килограмм болып кеткен. Мен енді бұл компанияға келгенше емделмей жүрген жоқпын. Емделдім, бірақ та мен ешқандай нәтиже алған жоқпын. Содан кейін барып, осы электр ішіп бастағаннан бастап мен бірінші нәтиже алып бастадым. Ішкеннен кейін 20 күннің ішінде менің ұйқым дұрысталды, бірінші аяғымда күш пайда болып бастады. Одан кейін мен кішкене болса да аяғымда басып бастадым. Жолым кетті, панкреатитімнің приступы тоқтады, жүрегім дұрыс жұмыс жасайтын болды, автоганым дұрыс жұмыс жасайды тұрғатты. Одан кейін менің артритім бротала өзінің өзі кетіп қалды, оның қашан кеткенде білмеймін. Ал артрозың үшін мен осы электр қосып, мынау редюнерді ішіп бастағаннан кейін мен аяғымнан жүріп бастадым. Одан кейін мен 1 жылдың ішінде аяғымды тастап, өз бетіме жүретін жағдайға келдім. Ачпиімді да шешіп тастадым. Мен азыр 72 жасқа келген болсам да, мен неге жіпті ешкімнен жәрдем сұрамай, өзім өзгеріп, өзім жас адамдай болып көретінмін. Өте қуаныштымын, осы өнімдерді ішкеніме. Енді мен үйімде жалғыз өзім емес, өнімді ішіп отырған, менің үйімнің ішінің барлығы ішеді қазіргі уақытта. Менің шалым бар, 76 жаста, менің шалымның простатиті болған, бронхиттан өте қатты жөтелетін болған. Одан кейін панкреатитті келгенде тамақ жеп болғаннан кейін үйде отыра алмайтын еді, ішек кеуіп кетеді, түтілдеп, содан көшеге шығып кететін. Осы электр ішкеннен кейін менің шалымның простатиті кетті, панкреатиті кетті, бронхтары тазаланып, сигареттен жиналып қалған қара тұмалақ сияқты майлардың бәрі түсіп, қазір өте керемет денсаулығы бар менің шалымның. Немерелерім де, балаларым да барлығы пайдаланады осы өнімдерді. Бұл өнімдердің өте керемет өнімдер. Енді бұны барлығы адам біледі, уже ішіп отырған адамдардың барлығы. Одан кейін енді менің сіздерге айтайын деп отырғаным, 72 жасқа шығып, мен мысалыға жасарып жатырмын деп айта аламын. Себебі мен қазір өзімді сол 75 жастағы адамдардан көріп, 10 жас, 15 жасқа жас кезімнен қыздар. Сол үшін бұл өнімдерді пайдаланып ішетін болсаңыз, тек қана пайда көресіз, сізге зиян көрсетпейді өнімдер. Себебі бұлар табиғи шеттерден жасалған өнімдер. Енді мен қазіргі уақытта да осы компанияда осы өнімдерді 4 жылдан бері ішіп жүрмін. 1 жылдан кейін-ақ мен өзі бизнесмен айналысып отырмын. Бұл компанияда бірінші денсаулығымды сақтап, екінші ақша табуға да мүмкіншілік бар. Бізді тыңдап отырған адамдардың барлығына айтарым, осы өнімдерді пайдаланып, денсаулықтарыңызды жақсылап алыңыздар. Рахмет. Рахмет барлықтарыңызға. Шарипа апай, керемет результат. Келесі бөлісетін Фарида апай. Фарида апай, звугыңызды қосыңыз. Қосылмайды? Қосылды. Қосылды ма? Кеш жарық әріптестер. Менің атым Фарида Райымбекова.
67 жастамын. Өскемен қаласында тұрам. Мен осы өнімдерді келгелі өте көп нәтиже алдым. Менің ең бір алғашқы қиналған нәрсем давлением болды. Одан кейін қант құрамы өсіп кетті деп врачтар маған учетқа отыр деп жүрген. Сол отырғым келмей жүргенде мен осы өнімдерді өзім кездестіріп, YouTube каналынан оқып, содан осы Өскеменде презентация болды, соған барып, тыңдап, осы өнімдерді қолдана бастадым. Мен мына алғашында елефтің ғана, өзін ғана ішіп жүрдім. Бірталай осы елефтің өзінен мен керемет нәтиже алдым. Отектарым кетті, хронический усталость дейміз ғой, сол кетті. Өте жақсы недер алдым, нәтижелер. Онан кейін акциялерді қосқаннан кейін менің салмағым түсе бастады. Давлением қалпына келді, қант құрамым қазіргі таңда міне 5-2 болып тұр. Давлением 120-130. Одан кейін артрозым кетті. Одан кейін шпырлысым түзелді. Асқазаным, печенім тазаланды. Оның артрозы мына аяғымның оймақ дейміз ғой қазақтар. Аяқ жағы сол артроз 2-ші или 3-ші степень деп жазып берген. Сол тобығым ісіп кететін. Қазір таңда жақсы өзім сезінем. Ұйқым түзелді, мына акциялерді қосқаннан кейін. Менде бессонница болған, ұйқым түзеле бастады. Одан кейін ең бір қуанарлық жағдай 22 килограмм салмақ тастадым. Одан кейін менің жүрегімде сердцебиение дейді ғой, сол дұрыс болмаған. Осы бикардияны ішкелі өте керемет. Қазір қалпына келді, бәрі жақсы. Осы өнімдердің бәрін ішуге тырысам. Өте керемет өнімдер. Қолданыңыздар, денсаулық алыңыздар. Бұл өнімдер 100% жұмыс істейді деп айта аламын. Өз ағзамыздан жібергеннен кейін осы өнімдердің бәрін ішіп қолдануға тырысам өзім. Осындай нәтижелерім. Рахмет, Фарида апай. Керемет нәтиже. Бибайша. Бибайша. Саламатсыздар ма? Баршаларыңызға кеш жарық. Өзім таныстырып өтейін. Мен есімім Бибайша болады. Жасым 52-де Шымкент қаласынан боламын. Мен негізі бұл компанияға денсаулық іздеп келдім. Менде ауыр диагноз синдром Туретта. 31 жасында маған синдром Туретта деп диагноз қойып берген врачтар. Негізі бұл аурудың емі жоқ болғандықтан медицинада мен осындай жолмен ем іздедім. Сөйтіп TikToktан осыны 58-ді көрдім. Клеточное питание деген кейін Google'дан ізденіс жасадым. Содан бір пачкасын алып ішіп бастадым. Негізі мен осыны ішпес бұрын менде өте глубокий депрессия болған. Ұйықтай алмайтынмын, агрессия болған, панический атака болған, банағы тревожность, жаман ойлар, қорқыныш, үрей болды. Оны ешкім түсінбеді, одан кейін агрессия болған кезде вообще енді өте үлкен стадия болды. Өзім негізі алдында бұл диагнозды ешкім қоя алмаған Қазақстан бойынша. Сол кезде бізде Қазақстанда профессорлер бұл қызда қазақшылық дегеннен кейін менің мамам 7 жыл бойы қазақшылық молдасы бар ма, әулиесі бар ма, барлық жаққа таси бер. Содан менде асқынып, бұл депрессия вообще асқынып тамақ жей алмайтын жағдайға жеттім. Үйді қирататын болдым, сол жаман ойлар болды, миымда өлім болды, өзіме қол жұмсауда болды, балаларыма да бана қол жұмсап қоям ба деген сондай ойлардан мен қатты страдать еттім, қатты қиналдым. Балдарыма істегім келмейді, бірақ оның бәрін өзін біліп тұрасың, бірақ миынан сол ой кіріп алып шықпайды да, содан банағы өзім қалай құтылсам екен деп, негізі соңғы күндері сол кейін диагноз қойып берді, кейін бармай қойдым ғой, сол молда, тәуіптерін бәріне бармай қойдым. Олар мені наоборот асқындырып көтеріп жіберді мынау немді.
сол жаман ойлар одан бетер үстіне қосыла берді жылдан жылға. Өзімді өзім тоқтаттым, бармайын дедім. Сосын Ташкентте сол 2007 жылы қойып берді ғой. Ташкент қаласында врачтар қойып берді, синдром Туретта деп. Кейін өзім интернеттен ізденіс жасадым. Ол неизлечимый, до сих пор медицинада загадка екенін білдім. Лечениесі жоқ екен. Содан енді мынау қазір клеточный питание, Құдайға шүкір, бұрынғы жаман ойлардан арылдым. Ешқандай қорқыныш үрей жоқ. Даже 6 айдың ішінде полный кетті деп айта аламын. Бірінші күні ұйықтадым осыдан. Қазір осы уақытқа дейін Құдайға рахмет айтам ғой, Аллама сансыз рахмет айтам. Ұйқым дұрыс, агрессия жоқ, панический атака жоқ, тревожность жоқ. Құдайға шүкір баяғыдай айқайлап, жылап, өз-өзімен жылап, қандай неге берілуші едім, банағы истерика дейді ғой, соны балдарым айтады. Ой, истерикаға өтірік беріле салмашы, өтірік жылай салмашы дейтіндей нелер болды ғой. Ол кезде мен вообще көтере алмай, одан бетер жылайтын. Сол қазір жақсы, өте жақсымын. Әсіресе менде не болған ғой, дергиваниялар бәрі басымды. Даже мені ауылға алып кететін кезде де мен даже машинада отыра алмай баратын. Ағам ортада өзін қолымды бүйтіп ұстап отыршы деп, машинаның ортаға отырғызып қоятын, потому что мен машинаның терезесін ұра берем ғой. Сындырғым келіп тұратын ау. Посудалар көрсем, үйде бәр посудалардың бәрін қирап тастаған ғой. Терезені де қирататын. Бүкіл сондай нәрселерді істейтін болдым. Ауылға зорға алып барып, мен ойым бөлсінші деп мамам алдыратын ғой. Қайтып қайтадан әкелетін зорға. Екі қолымды бүйтіп қысып алып баратын, қысып алып келетін. Соның өзінде шыдай алмайтын. Бізде пригород қой, ауыл еще. 15 минутта, 20 минутта машинамен жетесің. Соның өзін зорға жететін. 25 жыл қамалып үйде отырдым. Ешкіммен араласамадым. Банағы барлығынан уже адамдардан алшақ өзін ұстайсың, 4 бұрыштың ішінде болдым одан. Қазір Құдайға шүкір. Қазір көшеге шығамыз. Бұрында қазір енді мен бауырларым, нелерім бәрі қазір өзім араласам ғой, бұрынғы нелер достарымен, класстастарымен. Қазір үйге келетін адам Бипаша, сен үйдесің ба дейді. Өйткені қазір үйде болмаймын мен. Постоянно әсіресе депрессиямен ауыратын адамдар көп. Өзім осы депрессиямен ауырғанымда соцсеттерге қазір жасырмайын. Басында жасырғам, қанша жыл болып жасырғып келгеніме. Қазір жасырмайын. Басымнан өткендердің бәрімен бөлісіп отырмын осы соцсеттен. Менен алып атқан өзімнің басымнан өткендермен әсіресе көп адамдар ауыратын. Бәрі бұрын ойлаушым Қазақстанда мен ауыратын шығармын осындай ненормальный аурумен. Осындай ойлар, осындай нелерді ауыратын, мен сияқты ауыратын адам бар ма екен деп өзіме оказывается көп екен. Сол қыздар Соларға көмек беру керек. көмек беріп отырмын. Қазір Бибаш. соларға доставка жасап беріп отырмын, Құдайға шүкір. 1 айдың ішінде бізде депрессиядан ауыратын бір қыз бар, осы шымкенттіктер көбінесе 6 ай депрессиямен ауырған, туған туысқандармен, күйеуінің туған туысқандармен араласпай, даже өзі мұғалім болған екен, мұғалімдіктен шығып кеткен ғой. Сөйтіп осыны 1 ай ішті да, бірінші кезде ол да сенбеді, тура мен сияқты бір пачкасын алып ішіп көрейінші деді. Ішіп көрді да, сосын 1 айдан кейін қазір жұмысқа шығып жүр. Қуана жұмысқа шығып, қазір уже өзі тиктокқа шығып бастаймын. Одан кейін стройкада істейтін бір ер кісі бар. Қазір ол кісі де стройкасын жалғастырып, қазір несімен бірге банағы бригада болып, қазір стройкасын жасап, басқарып жүр стройкада. Өте жақсы, қазір менен алып атқан қыздар рахметін айтып, мынау өнімге кездестіргеніне қуанып, мен сияқты бәрі ішіп жақсы болып отыр. Құдайға шүкір. Рахмет, Бибайша. Керемет результат. Бөліскенің өте ризамыз. Әлі де ары қарай талай адамға көмектесе беру керек. Рахмет. Келесі Қожабек мырза, Саламатсыздар бизнес партнерлар, кеш жарық. Мен Шымкенттен боламын, есімім Қожабек.
Epic компаниясының партнерімін. 50 жастан бастап ауыр басты менің бүкіл организмімді. Уран саласында 35 жылдай жұмыс істедім Казахпром компаниясында. Содан Дора деген больницада, Шымкент қаласында Артурода деген табанда бұлшықеттер менде кәдімгі басқанда дызылдап тұратын. Душқа түскенде аяғым жаурай беретін. Мысалы, бүгін душқа түстім азанда, аяғым ондай жаурамады. Кейінгі 2 айда жаурамайды. Содан мен уран саласында 15 жыл Афинаж заводта істедім. 2-5 болатын 8 градус. Сол жерде электрик болып істедім. Сол жерде хронический бронхо, мұз су ішетінбіз. Мынандай стаканмен 7-8 стакан пештен шығып, мұз су ішетінбіз. Уранды өртейтін жағы 8 градуста. Сыртында 1000 градус. Содан тамағым қыши бастады. Күзден бастап көктемге дейін аузымнан мұздай жұтсам түн шығатын болдым. Оған борсты майын іштім, итті майын іштім. Осы елепке дейін итті майын ішіп жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде 23-тің сентябрь айларында Интертиш деген больница бар. Ол жерде өтім толған деді өзі, бауырды май басқан дейді. Оң жақ бауыр жағым ісіп кетті, ішім ісіп кетті. Диетада отырдым бір айдай. Сөйтіп жүргенде оң аяқтан остеоартроза, 3-ші Интертиш областной больницаға УЗИ-ға түсірді. 3-ші степень остеоартроза деген диагноз берді. Больницаға 2 рет емделдім. 3-ші мәрте барған кезде тегін кәрішке тегін операция екен, давай жатыңыз, аяғыңызды кесіп, темір шаш салып берейік деді. Мен темір шаш салған ауылда бір жігітті білетінмін, салдырма деген, содан отказ бердім. Мына 58 капсуласын 2 ай іштім, аяқтан жүрдім. Бірақ буын аурулар. Дыңылдап, шыңылдап, кәдімгі жанымды көзіме көрсетіп тұрып ауырды. Оған анам адам шыдай алмайды. Міне, осы көркемин шайды іштім. Көркемин шайды 2 айдан кейін іштім. Тоқтатпай 7-8 ай ішкен кезде аяғым жақсарды. Сол 2 ортада 2 айдан кейін мынандай аксиерсіз ресторды қостым. Іш қату бар тұғын менде, іш қату. Өйткені ыстық пеште жүреміз, сырты 1000 градус пештің. Іш қатуға осы өмді тоқтатпай ішпей жатырмын. Іш қату жоқ. 58 капсуласын ішкен кезде, құрметті достар, 2 айдан кейін мен ит ішпейтін арақтан құтылдым. Менде геморрой болатын 8 сантиметр. Әлі ұқманмен жүрем, дәрет алған жақсы әрине. Сол 2 айда кішірейді, 6 айда жоқ болды геморрой. Ал енді осы елепті 9 ай ішкен кезде давлением 20/80 болды. 120-пен жүретінмін. Тоқай мырзам, президентіміздің 55 жастан пенсиясы дейді, жәрдемақы зиян жерде жұмыс істегенім үшін 56 жасында пенсияға шықтым. Қазір 56 жастамын. Жүрек зырқылдағанда қасымда әйелім білет, жүректі болып жатып қалатынмын. Жүрек бүйтіп зырқылдап ауыратын. Мына бакардион тоқтатпай 1 жылда іштім. Жақсы, бір жағынан бауырдың май басқаны жоқ болды. Қазір майлы тамақтар жей берем, асқазанның қызыл жоқ болды. Менде нәтижелер көп. Бала кездегі екі шетте шығатын ангина. Бала кездегі 2 без шығатын. Ангина, танзелит. Ангина тамақ ішіп беретін. Ол бір айдың ішінде жоқ болып кетті. Алланың құдіреті. Bir күні оны оқитын балам былтыр. Ұстарамды алып, ванна кіріп барсам, қараңызшы шайнаға дейді. Көкей шок болдым дейді, не болды десем, қарасаңшы дейді. Таппай тұрмын, айта берші десем, мұртым қап-қара болып 2 айда. Мұртым қап-қара. Бағанада қырынып атса, мұртым қап-қара. Сақалым қарала, мұртым қап-қара. Сосын нәтиже көп, менде қазір аяғым жақсы, Аллаға шүкір, шауып жүрмін. Мына құлағым шуылдайтын. Құлағым завод фабрикада көп істедім, электродвигательдер көп болатын. Электр көп істегеннен кейін шумда жүретінбіз. Құлағыма мақтатып жүретін. Сол шум басылды, сәл қалды. Мына көзім жасаурайтын. Көзге тамызатын не бар деп Ләззаттан сұрайтынмын, Ләззат Мұхтарызынан. Білмеймін, өзің тауып ал дейді. Мына өлім жоқтығын осы елептен 2 ай ішкенде көзім жасаураған сап басылды. Салмағым 100 болатын, 93 болды. Осы февраль айында салмағым 92 болды. 1 кило тастадым. 1 кило. Итабы 9 кило. Ал енді менде салмақ түспеді, көтерілмеді. Өзім байқаймын, мына иығымда осы алақаным қалыңдығындай слой ісіктер жоқ болды. Және желкемдегі ісіктер бәрі тері сүйекке жабысты. Беттің сүйегі, жақтың сүйегі бәрі тұр. Қақсайтын бесоналар қақсамайды. Мен уран саласында 35 жылдай істедім. Афинаж заводта 15 жыл істегем жаңағы 2 пеште. Содан 50 жастан бастап ауырып, октябрь айында осы өнімді бастадым, 1 жыл 5 ай ішіп тастадым. Мен нәтижелерімді айтсам, ұзақ айта берем, көп нәтижелер, өте көп. Әлде де көп.
ұмытып қалып қаншама кетіп қалған нәтижелері бар. Сосын менде іш қату болатын. Іш қату. Қалай осы акселерсив леспор іштім, іш қатудан құтылдым. Аптасында 1 рет, 2 рет іш қататын. Осы базовыйды ішем, күнде көркемей шайды ішем, бакардион ішем. Мына иммунокодты хронический бронхқа декабрьде іштім. Нәтиже болмады. Январь айда тамағымның қышығаны қойды, тұншыққаным басылды. Сосын жаңағы 10 оқитын балам, 11 оқиды Қазбек балам. Мамасын ертіп келіп, қараңызшы мына кісіге дейді. Не болды десем, мына кісі қақылдап жөтелетін еді ғой дейді. Мен Құдайдың жазында 50 градуста тапшанда шай ішіп отырып, хронический бронхқа жөтелетінмін. Сол жөтелді январь айында сап басты. Өткенде тұмау ауратты балам. Тұмау жұғады екен, маған жұқты. 7 күн, 7-8 күнімді тоқтатпай іштім оларды. Укол салдырмайды. Жоқ болып кетті жаңағы тұмау. Өте қатты тұмау болған. Осы иммунокодтың бір капсуласын немереме келін жарсын беріп жүрген. Неге жарсын бересің деп сұрасам, 22 килоға бір капсула болса, баланың салмағы 11 кило екен. Одан жазат айтты. Мына баланы не істейміз, укол саламыз дейді, жоқ салмаймыз дедім. Мынаны бере берейік. 7 күн екеуін бала сап-сау шауып жүр. Ойнап күліп Аллаға шүкір төбе тасқа. Сонда жазат айтады, басқа балаларды аяғын ұстатып тұрып укол салдыратын едім. Құйрығын тырыстырып, уколдың жарысы талақ ететін еді. Мына немереме укол салмадым ау дейді. Өнімдер керемет енді, өнімдер. Бірінші Аллаға алысым шексіз, екінші Эпик компаниясына алысым шексіз. Демпатменен бастап жоғары наставниктеріміз Болат Матай, Берлан Бөгенбайұлы, Айжан ханым, Бибігүл ханым наставниктеріміз, Рашида ханымдарға алысым шексіз. Осы өнімдерді постоянно айтып отырады бізге. Ең соңғы Болат Матай мырза Шымкентке келген кезде майдың 6 күні осы өнім тұрадым. Бола ма дедім, болады деді. 608 пробегтегі Hyundai кроссоверге 95-тен 92-ге ауысып, мына таблетканы салып жатырмын, 35% эконом көріп жатырмын. Өнімдердің бәрі керемет. Сивороткамен 2 минутта крем тырысты жоқ болатын кремді ғана қолданған жоқпын. Қыздар қолданады деп басқасын бәрін дәмін көріп шықтым. Шайдан шай қалмады. Бәрін қолданып шықтым, бірақ күніге 5-6 өнім ішем. Алғашқыда Айжан ханым 8 өнім, 9 өнімді ішіп отырып тоқтатпай. Бірақ ең мықтысы елеп. Тыңдағандарыңызға рахмет. Арғай ұзақ айта берсем ұят болып қалар тағы. Саламатсыздар ма? Менің есімім Ләззат Мұхтарқызы. Біз енді семейная пара. Сондықтан жанұямның алған результаттың барлығына мен алғысым шексіз компанияға. Результаттар Аллаға шүкір көп. Мен енді бұл жерде Қожекең бәрін айтты ғой. Менің айтарым, көп адам әлі де осындай диагнозда жүр ғой, ревматоидный артрит дейді. Негізі қолыма мынандай ауыр стакан тұрма, кесе көтере алмай қалған едім мен. Компанияға денсаулығым үшін келдім. Именно сол моментте бір қолдың көтере алмауыма менің плечо-лопаточный неврит дейді, остеоартрит дейді, лимфостаз руки дейді, қойылмаған диагноз жоқ. Ең соңында ревматоидный артрит верхней конечности деді. Бәр табылғаны сол метароксикат, метаджик уколын ғана салу аптасына 1 рет. Сондықтан да мен ізденістің арқасында даже салыстырмалы түрде білем, ішпеген бадым жоқ, жемеген витаминым жоқ. Именно элев 8-ді мен қалай қолдана бастадым, солай мне Аллаға сансыз шүкір. Мейлі ол қалай аталсын диагноз, это не важно. Но соңғы қойылған маған жаңағы ревматоидный артрит верхней конечности жоқ болды. Именно элев. Түнгі акселер, куркуминовый чай кейін қостым. Осы 2 өнімнің өзімен ақ, мінекей қыздар, кальциумды қайта тақтым. Қолым деген мынандай үсіп кететін, қолымды көтере алмай отыратын. Сондықтан элев, акселер и бүкіл осы BP компаниясының клеточный питаниесі тек қана жазылуға, шипалануға, қуаттануға, мықтануға алып келеді. Мен сіздермен біргемін. 1 минут Айжан ханым. Хронический бронхо рентгенге түскенде қара снимкте жоғары жақта хронический бронхо деп жазылып тұратын менде. Енді Алла қаласа соны тексеріліп көрем. Иммунокодтан кейін мынау 02 дұросты 15 тамшы күнде тамыз біреуін тауыстым. Омега майын тауыстым, тестостеронды тауыстым. Мына өнімді тұмауратқанда ішіп тұрамыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Ой, керемет результат. Семейный арада семьясымен бүкіл қандай жақсы результаттар алған. Рахмет, Қожабек мырза. Жасарып жатырсыз, чашыңыз бар, қарая берсін. Жасыңызға жас қосылса да өзіңіз жасара беріңіз. Келесі Гүлнара Еркебаева. Саламатсыздар ма, әріптестер, серіктестер.
миллионерлер. Мен есімім Гүлнара Гүлдіманасқызы. 59 жастамын, Алматы қаласында тұрам, мұғалім болып жұмыс істеймін. Бұған дейін де мен талай сетевойда істедім, баттарды да ішпесем де, бірақ сетевой жұмысын атқардым. Тура осы компанияда клеточный питание деген кезде маған ол ешкімнің нәтижесінде көрген жоқпын, мынандай ауруды жазады деген естіген жоқпын, бірақ әйтеуір жасушаның тамағы, яғни біз клеткадан тұратынымызды білем. Клеткаға берілсе, ол барлық аурулар кетеді деген ойда осы компанияға ойланбастан тіркелдім. Сондықтан бұл элефті мен заказ жасаймын, біреуін ішем, екеуін сатып жіберіп жүрдім. Сөйтіп тиіп қашып ішіп жүргеннің өзінде менде 80 килограммнан 65 килограммға бірақ түстім. Сол салмағымды сол күйі ұстап жүрдім 1 жыл бойы. Менде бұрын жаңа азанда ұйқыдан тұрған кезде шаршап тұратынмын. Азаннан кешке дейін жұмыста боламыз, кешке келесің, тамақ жейсің де жата қаласың. Азанда тұрғанда түнімен бір қаптасыған адамдай шаршап тұратын. Мен түнімен ұйықтадым ғой, неге шаршап тұрмын деп ойлайтын. Сөйтсем, ол біздің мынау клеткаларымыздың әбден әлсірегені тамақтанбағандығынан екен деп ойлаймын. Осы күні осы элефті ішкеннен кейін сол шаршау кетті менде. Вообще ұмытып та кеттім оны. Ондай шаршау дегенді есімнен шығып та кетті. Шашым өте сұйылып, жұқарып кеткен, көп түсіп, сол шашым қайтадан қалыңдады. Одан кейін тырнақтарында қалпына келді. Тырнақтарым вообще қатты сына беретін. Тура ортасына дейін ойылып түсіп қалатын, соны жаман қиналатын тырнақтан. Ол тырнақтарында қатайды. Сосын маған бұрын өзі жас кезімде даже щитовидкаңызда сізде проблема бар, сіз байқаңыз деп сүйдеп қоятын, анда-санда бір. Сол кезде мән бермеппін, ол щитовидканың не екенін де сол білмеппін да, сол кездің мәнісін, оны сұрамаппын да. Сөйтсем, ол жаңағы зоптың басталуы екен. Мен осы элефтің алдында осы мынандай мойыны осындай жабық киімдерді кие алмайтынмын. Футболкалерді әсіресе жазды күн мойынын бүйтіп тартқылап отыратын. Сөйтсем, ол ана қылғындыратын зоптың признак екен. Ал мына элефті ішкеннен кейін оны қойып кеткенімді ұмытып та кеттім мен. Даже мынандай мойыны бар көйлектер киген кезде есіме түсті, айтпақшы, мен мынандай кие алмайтын едім ғой деп. Сонымен қазірде щитовидкем жақсы, ондай керемет не жоқ. Осы элефтің арқасында басылды. Сосын менде асқазанымда проблема бар етін. Бір рет зонд жұтқанда маған гастрит деді. Одан кейін бір тағы да екінші түскен кезде бізде неден өткізеді ғой. Сол кезде хронический бронхит деді. Уже 1 жылдың ішінде мен гастритімді хронический қылып жіберді. Сөйтіп жүрдік, әрине неде өтте тас болды. Аз ішемде, көп ішемде осы жаңағы изжога келеді, асқазан түйіліп ауырады, сөйтіп қиналатынмын. Соның бәрі Аллаға шүкір, осы элефтің өзінен ақ кетті. Мен баста сол 2 жыл бойы осы элефті ішіп жүрдім. 1 жыл тиіп қашып ішіп жүрсем де, кейіннен үзбей ішуге көштім. Осы асқазанымды дұрысталды, вообще асқазаным ауырмайтын болды. Өте керемет, мазаламайды жаңағы. Кіріп, сөйтіп отырасың ғой, оның бәрі кетті, неприятно оның барлығы. Содан кейін менде 2011 жылы менде бүйректен приступ ұстап, неге түскем, скорыймен бардым, больницаға үйтіп ауырып бармасақ бармаймыз ғой, жанымыз қиналмайды біздің. Сонда жаңағы бүйректен маған тас бар деді, құм бар деді, сөйтіп кілең бүйректің дәрілерін жазып, сөйтіп қайтарды, жазып берді, осыны ішіңіз деп. Сөйтіп, содан кейін сол кезде іштім де, одан кейін ауырмағаннан кейін ұмытып та кетесің ғой, байқамайсыз, бірақ анда-санда ауырады, сонда да ой ауырып тұр дейміз де жүре береміз. Сөйтіп жүре беретін. Ал енді осы элефті ішкеннен кейін биыл мен мына обследование өткенде КТ-ға түстім, 2 бүйрегімде тап-таза болып шықты. Ешқандай құм да жоқ, тас та жоқ. Ал өтімде уже таста майда кішкентай жылтыраған 5 тас тұр деді. Майда. Яғни одағы тастарда уже кішірейген, шашылы, неме жаңағы уже жоқ болып жатыр деген сөз ғой енді. Ол да уже кетіп жатыр деген сөз. Сонымен оған да қуандым. Сосын менде аяғымда аллергия болатын. Именно аяғым қысы жазы өмірі бір нәрсе шаққандай болып
маса шаққандай болады да, сонымен қаситынмын, тіптен мынандай тоқитын спицамен қаситын тырнағым өтпейді деп. Сөйтіп қанатып үнемі аллергия, аяғым жара болып жүретін. Қысты күні былай киінгеніміз одан көрінбейді, жазды күні жарасынан ұялып амал жоқ шалбар киетінмін. Соның тазарғанын ұмытып кеттім, кетіп қалғанын білмеймін тіпті. Сон биыл 24-тің жазында есіме түсті, айтпақшы мен аяғым аллергиясы бар еді ғой деп. Міне осы керемет өнім. Одан кейін мынаны да қостым. Бұл да өнім өте тамаша. Одан кейін мына тестостерон жаңадан шыққан кезде елдің бәрі осы прикол ұстап керемет неғып жатқанда мен осыны іштім 2 ай бойы. Сол кезде мына өмірі беліндегі іштің майы кетпейді ғой ешқашан артық. Сол май кішірейгенін байқадым. Уже кәдімгідей адамның бар ғой, бәрімізде де қарын қалады ғой, мына майы кетпейді. Сол майдың кішірейгенін бүйтіп ұстаған былай тұратын, сол кәдімгідей кішірейіп қалды. Осы тестостеронның арқасында. Достар, бұл өнімдер өте керемет. Осы өнімдерді алып ішіңіздер, 100% жұмыс жасайды. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Және де бұл жерден жақсы ақша тауып табуға болады. Компанияның берген ақшасымен алып ішіп отырмыз. Тегін ішуге деп, тек айта білсеңіздер, тегін ішуге өте көп мүмкіншілік бар. Рахмет сөз бергендеріңізге, тыңдағандарыңызға рахмет. Керемет результаттар, Гүлнара, рахмет бөліскеніңізге. Гүлзира Гүлманова. Сіздің результатыңызды тыңдайық. Гүлзира апай, қайдасыз? Гүлзира апай бағана кіре алмаймын деген айтып отыр едім. Қайда кетті ол кісі? Гүлзира апай. Жарайды, ары қарата айта берейік, ол кісі сосын кейін ақырында шығатын шығар қосалса. Аха, Жазира Тулешева. Кеш жарық, саламатсыздар ма? Менің есімім Жазира, мен Алматы қаласынанмын. Мен бұл өнімдермен, міне жасушаның қорегімен осыдан 6 ай бұрын таныс болдым. Көршім Бәтші апаның арқасында осы өнімдер жайлы білдім. Алдында TikToktан қарап жүргем, бірақ мән бермеген екенмін. Кейін менің жаңағыдай денсаулығым сыр бере бастағаннан кейін мен үшін ең үлкен бір мені қатты толғандырған мәселе ол менің шашым түсе бастап еді. Шашым түскенде де мынау алдыңғы самайымның барлығы бүйтіп ашылып кетіп бара жатқан болатын. Сосын жаңағыдай депрессияға жиі түсетін болдым. Өзім әлеуметтік желіде 2019 жылдан бері мынау әңгіме жазам, кітап жазам, заманауи ғаламтор жазушы ретінде маумын. Міне сол 5 жылдық еңбегімнің арқасында үлкен жаңағыдай марапатқа да ие болдым, республикалық кітапқа да шықтым, бірақ денсаулығым қатты кете бастады. Көздің көру қабілеті төмендей бастады, бетімнің барлығына, қолыма, мойныма пигментный пятналар шыға бастады. Осылай көп отырсам, компьютердің алдында қабырғамның асты ашып ауыратын, ол менде уже бауыр ауырып жүрген еді. Сосын начинающий гайморит, міне соның барлығы қосылып, міне әсер етті ма, өзімді өте нашар сезім жүрген кезде, міне Бәтші ападан осы өнімдер жайлы естідім. Бірақ мен де жаңағыдай ешкімнің результатын көріп, жаңағы ізденіп неткен жоқпын. Бәтші апаның нәтижесінің өзі маған жеткілікті болды. Өйткені Бәтші апа менің көршім, ол кісі де осыдан 1 жыл бұрын қатты ауырып жүрген болатын, бірақ осы өнімдердің арқасында қандай жақсы жаңағыдай нәтиже алғанын көріп, мен бірден сатып алдым. Осы базовый өнімді алдым. Сосын менің кішкентай балам жаңағыдай түнімен аунап, сөйтіп тісін қышырлатып, нашар ұйықтайтын. Балаларға не бар деп едім, осы өнімін бердім, маған содан әкеліп іше бастады. Мен алғашқы 2 аптада жақсы нәтиже көрдім. Мынау балапан шаштарым жан-жағынан бүйтіп шыға бастады. Шашым шыға бастады, қарая бастады шашым, тырнақтарым дұрыстала бастады. Сосын мынау бауырдың ауырғаны қойды. Сосын мынау гайморит кетті. Сосын бір күні мен осы Талғат Құттымбетовтан жаңағы осы Элефтің сыртындағы капсуласынан маска жасауға болады дегенді естіп, мен сыртындағы капсуласынан аптасына 2-3 рет бетіме, қолыма, мойныма маска жасайтынмын. Сондай-ақ Элефтің ішіндегі ұнтағын алып, суға езіп көзіме тамызатынмын. Міне содан мынау көзімнің ішіндегі жаңағы майда тамырлар болады ғой, солар қызарып, үнемі жасаурап жүретін. Соның барлығы кете бастады. Енді менде жас организм болғаннан кейін ба, маған осы өнімдер тез әсер етті. 1 айдың ішінде
мен кәдімгідей жаңағыдай 3 килограмм салмақ тастап, өте жақсы өзімді сезіне бастадым. Ал кішкентай баламнан 4-ші күн дегенде осы електің тәтті түрін ішкен кезде анау ішіндегі паразиттар шықты. 1 ай шығып жүрді, 1 айдан кейін сап тиылды. Міне соны көріп, жолдасым екеуміз қатты қуандық. Сосын мен әрі қарай енді қолдан сатып ала бермейін деп, мен де тікелей Америкадан заказ берейін деп, өзімнің магазинімді ашып, міне содан бері осы компаниядамын. Осы ортада болғаныма өте қуаныштымын. Осы өнімдерді міне Бәтші апам арқылы білгеніме де өте қуаныштымын. Сол кісі себепші болып, міне қазіргі таңда жолдасым да осы өнімдерді ішеді, енем де осы өнімдерді ішеді. Жалпы айналадағы туысқандарымыз міне осы өнімге келіп жатыр. Сөз бергеніңізге көп рахмет. Ден қойып тыңдағандарыңызға да көп рахмет. Керемет результат, Жазира. Рахмет бөліскеніңізге. Особенно ұлыңыздың результаты керемет екен, иә? Паразиттерді шығарады деген. Ұлым өте арық болатын, мен оны иммунитет түсіп кетті деп, балабақшадан да шығарып алған болатынмын. 2 апта балабақшаға барса, 2 апта үйде болатын. Содан кейін балабақшадан шығарып алдым. Міне осы өнімді бергеннен кейін қазіргі таңда ұлым толысып, бойы өсіп, аппетиті ашылып, сондай нәтижесі жақсы. Ана тісін шықырлатқанын қойды ма? Тісін шықырлатқанын қойып, тыныш ұйықтайтын болды. Сосын балаға сол кезде аса мән беру керек екен. Олардың бетіне, денесіне ақтаңдап шығады екен, сосын қолдарына сүйел шығады екен, сосын жаңа тәтті құмар болады екен, қатты тәтті құмар болады екен. Міне соның барлығын қойды қазіргі таңда. Ұйықтағанда тып-тыныш ұйықтайды. Біздің енді ең жанды жеріміз баламыз ғой. Сондықтан да міне балаларға осы өнімі өте керемет екен. Керемет, Жазира. Рахмет бөліскеніңізге. Келесі Талғат, Гүлнара, мен бірге. Саламатсыздар ма, құрметті бизнес-партнерлар? Мен бұл клеточный питание негізінде компания BioPic-ке мен бизнесқа келгенмін. Мен ойлаған жоқпын, енді біз ер адам болғаннан кейін көп жалғыз етпейміз, денсаулыққа жаңағы күреспей көніп жүре береміз да. Мен өзім 10 шақты жылдай гайморитпен алысқанмын. Менде челюстно-лицевой больницаның не только что врачтары, не только что медсестралар, мен даже уборщицалардың ішін танып алған жерде. Өйткені мен жаңағы ең соңында даже ай сайын баратын болдым прокол жасауға, промывкаға, иә. Сөйтіп жүріп, менде гайморовый пазухаға киста образовался. Кистаны мен операция істеткенмін, именно сол больницадан портал ашқызып. Содан кейін 1 жылдан кейін киста менде наоборот одан да үлкен болып кетті. 1 жылдан кейін барып мен қайтадан операция істетем деген кезде портал болмады. Сол кезде менен 700 000 теңге ақша сұрады. И данный момент 700 000 теңге ақша жоқ. Не істеймін деп мен ашуланып, жаңағы врачқа айтқан кезімде айтқан, аяғыңнан суық өткізбесең, қолыңнан суық өткізбесең, нормально киста өзімен өзі тұра беретін, ешқандай қорқыныш жоқ деп айтқан. Сөйтіп жүрген кезімде, мен ана секірген кезімде білінетін, мен бетінде киста бөлек бір, қандай, өзіңнің етің емес, бөлек ет екен білінетін, дірілдеп ауыратын. Осы мынау клеточный питание LF8 жүрген кезде менде 4-ші айда соның бір тамыры үзілді ма, бір шым ете қалып, бір сондай бір не болды, шаншу сияқты болды, и содан кейін бір 2 күнде ауырды да, и осы кистадан вообще құтылдым десем де болады. Мен енді КТ-ға түсірген жоқпын, бірақ қазір мені ауыртпайды. Содан кейін мен 18 жыл жүк көлігін айдаған камазист болған, шейный остеохондроз, тұз жиналған. Менде 12-ші жылы Гүлнар келіншегім, бір Ершат деген жігіт екеуі мен больницаға көтеріп жүре алмай қалғам, до такой степени басым айланғаннан. Сол кезде больницаға апарып, мен жаңағы вена расширяющий бір уколды салып, менің кислород, кровоснабжение мозг, кислород, соның бәрін беріп, кәдімгідей басым айланғанын қойғызған. Тоже одан да до конца құтыла алмай жүрген, бірақ осы клеточный питаниядан қазір басым айланбайды, жақсы, керемет. Қазір енді өзім жолдасым Гүлнар айтып кетсін сіздерге өзінің результатын, менде осындай результат. Рахмет, Талғат. Жақсы результат. Саламатсыздар ма, кеш жарық қалдарыңыз қалай? Менің результатым, мен өзім больницада жұмыс істегеннен кейін суткамен жан сақтау бөлімінде жұмыс істеймін. Менде ол жерде ұйқы жоқ, түнімен жұмыс болғаннан кейін мен бірінші жүректен қиналдым. 2 рет өзім реанимацияда құладым жүрекпен, қайта өзім сол больницада болғаннан кейін әйтеуір қалды. Одан кейін давление болатын болды.
Ол кезде жасым өзі бір 30 жаста болған шығармын. Әкесі ауру жасқа қарамайды екен. Содан кейін Қырғызстанға дейін бардым. Все равно пайда болмады жүрекпен, ары бері жүріп қалдым. Қазір. Телефон. Давай, анан. Досыңыз. Қосылды ма? Алло. Талғат даусыңды өшір. Қазір мен Талғатқа келді, соған неткелдім. Сосын Қырғызстанға барып келдім, маған ешкім көмектеспеді, поликлиникада жүрдім, көмектеспеді. Ең соңында осы 58 бикардио, Талғат маған айтты, бикардио іші деп. Басында ішіп бастаған кезде мен бір аптадай қатты ауырдым. Мен айтам, Талғат мына бикардиомен ауыртып жатыр деді, шыда деді. Қазір ешқандай жүрегімде ауырмайды, тахикардия жоқ. ЛФ-тің арқасында қазір давлением де көтерілмейді. Қазір күнде біз ұйқыға қиналамыз, бір сутка таңғы айдын операцияда жүргеннен кейін ұйқыға өте қатты қиналып жүретінмін. Қазір жатар алдында мен всегда Акселе Слип пен Акселе Ресторды ішіп аламын. Жұмысқа естіліп тұрмын ба? Естіліп тұр Гүлнара. Қазір всегда енді таңғы 5-терде жұмысқа тұрғаннан кейін мен обязательно Акселе Слип пен Ресторды ішіп аламын. Ұйқым жақсы қанып тұрады. Басым да ауырмайды қазір. Давление көтерілмейді, жүрегім ауырмайды. Қазір без проблем, энергично жүрем. Даже таңға дейін 5-6 пересмен кейін операция жүрсем де, мен қасымдағы врачтарым даже шаршап отырды, оң қасында мен уже әңгімем бітпей сөйлесіп жүрем ғой. Энергия, бірінші очередь, энергия мощный болып жүреді. Уже бәрін байқайсың, қасыңдағы адамдар шаршап жүрсе, өзің энергичный болып жүресің. Сол үшін рахмет айтам осы компанияға, то, что бізге энергия береді, ұйқымызды да тынышталдырады, жүрегімізді де ауыртқанын қойдырып атқанына өте ризамын компанияға, и сіздерге де ризамын. Рахмет. Рахмет, Гүлнара. Керемет результат. Медбикенің результаты. Жан сақтау бөлімі реанимацияда істейді. Рахмет. Оразбике. Саламатсызбы, керемет жандар. Менің есімім Оразбике, Қостанай облыс, Штағра деген қаладан, 67 жастамын. Мен осы өнімге келгенім денсаулық ретінде келдім. Осылай телефонмен тиктоктан ана жақтан көріп бір күні, ол октябрьдің аяғы 23 жыл, Мамырхан деген кісіні танисыңдар, наверное. Сол кісі асқазаны ретінде айтып отырған, асқазаны ауыр бұл кісінде. Сонда мен де асқазанынан қатты қиналып жүрдім, врачтарға барып жүрдім, дәрілерін алып ішіп жүрдім. Ішкен тамағым қорқылмай, күйнеп тұрып қалады, сөйтіп жүрдім өзім. Сосын қорқып жүрдім, мен ойлаймын, мынау жаман ауру ма, кімге айтам енді. Сонда сол Мамырхан деген кісіні естіп, сонда мен ойланбай, танымайтын кісіге маған керек деп сол кісіден сұрап алдым. Осы өнімді ең бірінші алған, сол Астанадан елі жазушаның өнімі келген ең бірінші өнім, мынау сладкий, в стиках келді. Осы өнімді алып іштім. Енді бірінші жетте сразу я почувствовала, орысшаға кетіп қалдым. Это хронический усталость кетті. Хронический, ол оказывается, ол да ауру екен ғой. Шаршап жүрген екенбіз ғой, шаршап, давление низкое. Содан кейін уже шаршап, әбден бітеміз. Энергия пайда болды, хронический усталость кетті, шаршауым кетті. Я сразу почувствовала. Сонан ептеп асқазаным реттелді, ішкен тамағым бәрі қорытылатын болды, ауырмайтын болды. В общем, керемет нәтиже алдым осы өнімден. Давление нормаға келді. У меня пониженное давление. Сколько я себя помню, пониженное давление. Давлением нормаға келді. Гемоглобин тоже қалпына келді. Сосын мына бронхыларымыз тазарылды. Сосын мен қол аяғым ауыратын еді. Енді жұмыс істейміз ғой, енді суықтан ба, сағат 3-те түнде отырып, оянып алып, бұлар қолымды сипап отыратын едім, осылай. Қолдарымды сипап аяқ. Сол бәрі кетті. Аллаға шүкір, сол бәрі кетті. Шамалы обострение болды. Обострение болмады деп айта алмаймын, болды.
екі-үш күнде обострение болып жатып, кім айтты, Талғат айтты ма біреу, жұлып алғандай, менде де солай. Әлгі айтатын еді ғой, стреляет деп. Мен ойлаймын, как стреляет, солай. Стрелять етіп, қол аяғымнан әйтеуір, білмеймін қалай шыққанын, әйтеуір кетті бәрі реттелді, жақсы. Қазір өзімді жақсы сеземін, әдемі-ақпын, шүкір Аллаға. Осы өнімді алып ішіп жатырмын, елеп. Осы өнімді алыңдар, пайдаланыңдар, керемет өнім, 100% істейтін өнім ғой әйтеуір. Ең Рахмет, қуаныштым, Оразбике. асқазаным дұрысталғанына. Керемет, жақсы. Керемет Рахмет результаттар. сізге, рахмет. Кеткен аурулар насапсем кетсін, қайтып келмесін. Иә. Келесі результат талант. Талант микрофонды қосыңыз. Микрофонды. Саламатсыздар ма? Дұрыс естілмей тұр. Немене? Айжан зависает. Естіліп тұр ма, саламатсыздар ма? Естілмей жатыр. Талант, сіз интернет слабый, наверное. Естілмей тұрсыз. Онда келесі результатты Зауреш Қуанышева. Қалай кіру керегімді білмеймін да. Естіліп тұрсыз, жақсы бәрі. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма, серіктестер? Бүгінгі күн енді өзі сондай жақсы результаттар алып, неге эфирге шықпасам да, бүгін Бәтіштің арқасында шықты кесін шығып отырмын. Бірінші енді 18 жылы осы өнімді білетінімді, анда-санда ішіп, сосын жақсы жағдайға жеткеннен кейін, мен өзім таныстырмай кеттім. Менің атым Зауреш, Қостанай қаласынан боламын. 74-ке келемін биыл. Сосын осы тобығым, аяғым сынып тобығым. Сол енді осы тик-токтан іздедім. Білем осы ненің жақсы екен, элефтің жақсы екен. Сондай нәтиже беретін. Сонымен тобығым сынып, сонын бір жылда 5 ай ішем қазір. Соның ішінде 3 аптаның ішінде аяғым, енді орысша айтып жүрейін, білмем қазақша қалай, костной мозолью покрылась. 3 аптаның ішінде. Сосын енді гипсті алып тастадым да, немен эластичный бинтпен жүрдім. Ну, в таком возрасте, врач айтады, в таком возрасте, как это вы могли поломать? Мен судың ішіне түсіп кеттім. В общем, и равновесие потеряла, сонымен аяғын сындырып алдым. Сол енді аяғымды жалеть етем деп, бір жағым артроз 2-3 степени начался. Сол бәрі де кетті. Сосын соны ішіп нетіп жүргенде, аяғымды жазам деп жүргенде, өзімде, оказывается, тремор рук раньше было. Тремор рук, қолым дірілдеп, тамақ құя алмайтынды, кесе бере алмайтынды жұрттарға, келген қонақтарға екі қолмен бүйтіп беретінді. Өйткені ұялам, бір жағынан дірілдеп отыр екен, мынау кемпір деп айтады ғой деп. Сонымен сол тремор ругым кетті, қазір давлением, қан қысым өте жоғары болатын, неде тұратынды. Но мен не болғаннан кейін вообще ішпедім. Қан қысымыма не бергенді, дәрілер, бесплатный дәрілер береді ғой, соны вообще ішпедім. Біреуінде аптечкалар вообще жоқ, менде осы өнімді ғана ішем. Сол давлением 180-100 болатын, қазір 120-60. В общем, шум бушақ болып, құлағым шуылдап, таңертең тұрғанда зырқылдап тұратында. Сол
солар кетті, әйтеуір ушли. Сосын енді ішім ылғи да қатушы еді. 2-3 күнде ғана бір рет, сосын шыжым болып, енді с возрастом, наверное, бәрі де кетті. Паническая атака была. Прям бәрінен қорқып, бәрінен нетіп тұратынды. Вот поэтому, наверное, и не выхожу, потому что начинает у меня сердце, ну, жүрегім дүрсілдей бастайды. Вот, поэтому содан, наверное, ұяламын, қорқамын ба, әйтеуір бірдеңесі бар. Сосын да шыға алмай жүрмін. Сосын енді, конечно, қанша жасқа келгеннен кейін папилломы были. Сол енді олар да кетіп қалды. Сосын сахар был 10. Сол енді 4,85 қазір сахарда. Сканирование, скрининг өткенде вообще врач айтты, говорит, в вашем возрасте все анализы на 5 где-то. Осы қай кезде неттім, не помню, вот, наверное, осенью. Өзіме, думаю, скрин жасайын деп, шақырғасын барғанды, бәрді все на высшем уровне, колоссальные результаты вообще. Сон пожизненно у меня ангина хроническая, тонзиллит, постоянно была. Уже қазір біреулер ауырып жанында жатсам да ауырмаймын қазір. Вообще, керемет өнім, бәрін ішемін. Мынау неден кейін, тремерукта у меня вот осымен бірге қосып іштім ғой. И прям қолымды, именно қай қолым дірілдей соғымда начал стрелять. Прям 3 глоток істегеннің өзінде ғана уже начал стрелять прям. Сол кетіп, жақсы болып қалды. Сосын шөберім беретін, сол да жақсы. Қазір садикке жалғыз өзі ғана барады. Жұрттардың балалары шөберем, балалар ауырып садикке бармай жатса, ол постоянно ходит деп сүйеді. Сосын қызымда үлкен аптечка болатын, бронхиальная астма, уже лет 15-16, что ли. Сол бронхиальная астма кетті. Ол қалай кеткенде, қақырық шыға бер. Ол да ішіп жүр. Менің жан жағымдағы нелерім, сіңілдерім, 2 сіңілім маған қарап, ой, сен әдемі болып баратсың, жасарып баратсың, бізді ішейік деп алдында сенбейтінді. Пренебрегательно так свысока смотрели. Ай, опять свой лифт, что ли, деп нететінді отырған жерде. Қазір өздері де ішіп жатыр. Өздерінде сондай колоссальные результаты и вообще классные. Сол папилломы отвалились, это параллельно, он даже внимания не обращает. Бәрі де жақсы. Так что бәріне де айтам, инвестируйте в себя деймін. Өйткені былай адамдарды көрсем де, ауырып жүрген адамдарды көрсем де айтам. Жалғыз өзіңіз келесіздер, жалғыз өзіңіз кетерсіздер, говорю. Енді бала деп, жолдасыңыз деп нетпей, өз-өзіңізді күтіңіз, говорю, ішіңіз деп. Енді 1-2 адамдар, тоже ауырған адамдар ішіп жатыр онкологиядан. Сол бәрі де соңыра таман балаларға ауыртпалық салмай, жатып алмай, соған мен айтам, пенсиям бар, Аллаға шүкір. Сосын мына неден, өнімнен алып атырған нелерім бар, ақшаларым бар. В общем, мен айтам, бірінші Аллаға рахметімді айтам, екінші осы BEPIC компаниясыны сіздерге мыңда бір рахмет. Бүгінгі күні енді шақырып, результатыңызды айтыңыз деп айтқаныңызға мыңда бір рахмет. Алла тағала бәріңізді жетістікке жеткізіп, еңбектеріңіз жемісті болсын. Сол айтайын дегенім. Амин. Рахмет, Зәуреш. Өте жас көрінесіз. Шында да жасарып кетіпсіз. Өзіңіздің жасыңызда. Вообще морщин нету. Вот көрініп тұр. Морщин нету. Шашымды бүгін кесіп тастадым, әйтпесе бұлай болып өсе береді шашым. Мен айтым, ол масқара болды. Таң қалдым ғой. Рахмет бөліскеніңізге, Зәуреш. Что-то уақытты неметпей жатырмыз, Ерлан. Уже 21-22, а бізде только 13 результат қана айтылды. Енді қысқарақ қылып айтсын, стараться покороче, чтобы я бір 15 минут. Иә, 2 минуттан қысқартып айтыңыздар, өйткені уже бір жарым сағат. Уақыт қалдыру керек,
Айпарша ханым, сіздің результатыңыз. Звук қосылған жоқ. Микрофон қосыңыз. Асығып тез 2 минут сөйлейін деп жатқам ғой. Қайырлы кеш, саламатсыздар ма серіктестер? BP компаниясына мен TikTok арқылы келдім. И осы компаниядан керемет нәтиже көрдім. Бұл жердің осы бір ғана Элифтің арқасында мен 1 ай қолданып, 7 жыл төсек тартып жатқан жерімнен орнынан тұрдым. Колясканы тастадым, ходунок тастадым, дуал жағалап жүрдім. 10 күннің ішінде мен аяққа тұрдым. Менің басымдағы шум кетті, 42 жылдан бері қарап келетқан шум болған. Менде черпное давление, сотрясение головного мозга болған. Одан кейін мен осы компанияның арқасында, осы өнімнің арқасында 12 кило салмақ тастадым. Менде 6 жерде грижа, 3 жерде протузия, 1 жерде киста болды. Мен содан арылдым. Одан кейін менде осы денемнің барлығында сүйел болған, сол сүйелдерден арылдым. Аяғымның астында киста болатын, сол кистадан арылдым. Сол басымның жаңа давлением бар болғандықтан, мен давлением 230-250-ге дейін көтерілетін. Міне қазіргі таңда ол жоқ, вообще бір ретте көтерілмейді. Міне мен одан құтылдым. Сонымен қатар менің басымда тромбы өте көп болатын, сол тромбының бәрі жойылды. Басымда сол тромбы болғандықтан басым жаурайтын да, жаздың күндері петушок киіп жүретін. Қазір соның барлығы жоқ. Циститім болған, одан құтылдым. Негізінде вообще нәтиже өте күшті. 100%-ға нәтиже көріп отырмын. Но арасында бар, осы енді болмайды емес, болады. Ағзамызға сіңіп алған аурудың кетуі қиын болып жатыр. Арасында қозғайды, оған шыдап жатырмын. Сонымен қатар жолдасым, қызым, в общем, семьямызда барлығы жақсы нәтиже көріп жатыр. Өте ризамын. TikToktан осыны көріп, осыны қолданғаныма өз-өзіме ризашылығымды да білдірем. Рахмет сіздерге мені тыңдағандарыңыз үшін, барлықтарыңызға. Рахмет, Айпарша ханым. Результатыңыз керемет сіздікі. Мейрамгүл ханым. Саламатсыздар ма, баршаңызға қайырлы кеш. Бағанадан бері керемет нәтижелер айтылып жатыр. Мен де бір нәтижемен бөлісе кетейін. Ең бірінші өзімді таныстыратын болсам, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданына қарасты Сарға деген ауылдың келінімін. Мен бұл компанияға енемді емдеуге келдім. Ең бірінші біздер осы ауылдағы Болат аға Қадыров, Болат ағаның айту бойынша сол ағаны көріп, соның нәтижесін көріп, бірден неге заказ бердік. LF8 акселер рестор және акселер слип деген 3 өнімге заказ бердік. 79 жастағы енем 3 ай төсек тартып жүре алмай жатып қалған, аяғын басалмайды. Сол жатқан жерінде дәрет сындырады, жатқан жерінде шай тамақ ішеді. Сол бір бөлмеде шықпайды. Үшім 4 қабырғаға қамалып, сөйтіп бір бөлмеде қамалып жатқан. Сол осы өнімді ішті, 1 аптаның ішінде керемет нәтиже көрді. Баяғы аяғын баса алмай жүре алмай жатқан енем, әже 79 жастағы жайлап таяққа сүйеніп жүріп бастады. Одан кейін ходунокпен жүріп бастады. Қасында дейтін экотуалет тұратындығын, экотуалетті жинап тастады, өзі жайлап жар жағалап, жаңағыдай неге таяққа сүйеніп, ходунокпен жайлап жүріп, кәдімгі әжетханаға баратын болды, ел қатарлы дастархан басына отыратын болды. Осылай 1 аптаның ішінде менің енем 3 ай төсек тартып жатқан кісі осындай нәтиже көрді. Екінші нәтижем, өзімнің туған сіңілім 2022-ден бері онкологический аурумен ауырады. Басында киста деді. Одан кейін сол енді күшейіп асқынып кеткен. Онкологический болды, 2-ші стадия маткаға түскен. Содан кейін жаңағы ісігін алып тастады. Ісігі 10 сантиметр болған. Ісігін алып тастады. Сосын дәрігерлер, онколог, гинеколог дәрігерлер саған мүмкіндік жоқ балалы болуға деп айтқан. Матка удаление жасаймыз деген.
сіңілім енді Құдайдан үміттімін деп жоқ деп келіспеген, тек ісігін алдыртқан. Онымен қайттан ол ісік тағы басқа жеріне шығып, сөйтіп емделіп, бір химиясын алып кетіп, бірінші химиядан кейін шашы төгіліп түгел тоқырбас болып түсіп қалып, әлсіреп қалып, жаңағыдай жаңадан енді тәй басып жатқан бала сияқты болып, бір-екі адым аттайды құлайды, бір-екі адым аттайды құлайды, сөйтіп жүрді. Сосын мен осы өнімді айттым. Басында сенген жоқ, сосын бір адамдар себепкер болып, бір нәрсе себепкер болады ғой. Сөйтіп алып, ішіп, ол 3 айдың ішінде ол да LF8 бірақ тәтті түрін алды. Сосын Акселер Рестор мен Акселер Слипті үшеуін 3 өнімді 3 ай ішіп, содан кейін Ақтауға баратындай мүмкіндік болған жоқ та, сол осы мекенжай бойынша, тұрғылықты мекенжай бойынша неге барып, гинекологқа барып, УЗИ-ға түсіп еді. Баяғы кистасы 10 сантиметр, кистасы 5 сантиметрге кішірейген. Тағы қуантарлық жағдай, баяғы Ақтауға барған кезде сізге балалы болуға мүмкіндігіңіз жоқ деген адам бейнеуде сізде экомен болса да балалы болуға мүмкіндігіңіз бар деген. Сосын химияға, екінші химияға отказ берген. Химияға бармай қойсаңыз болады, сіз осы өнімді ары қарай іше беріңіз, тағы да 3 айдан кейін келіңіз деп айтқан. Жаңағыдай түсетін бір аппарат бар екен, ол Алматыда, соған түсуге барып еді, онымен ол жерден аппарат сол кезде бұзық болып, тек онколог-гинеколог врачқа барып консультация алып, бірінші химиясын алып, сөйтіп келді. Бірінші химиядан кейін жаңағыдай осы өнімді ішіп, дәрігерден керемет жаңағыдай сөздер естіп, осындай нәтиже көріп, қазіргі таңда LF8-ді де ішіп жатыр, қосымша бипикринді ішіп жатыр. Жаман ауруға ең тиімді, ең пайдасы тиетін өнім дегеннен кейін осындай енемде, сосын сіңілімде осындай керемет нәтиже көрдік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Шынында да керемет результат екен, Мейрамгүл, бөліскеніңізге рахмет. Өйткені бұндай қазіргі заманда өте көп. Олардың көбі де сенбейді. Может, осы сіздің бөліскеннен кейін сізді тыңдап, может, көбі осы өнімге бет бұрып, талай нәтижелерді алдыда көреміз деген үміттеміз. Рахмет бөліскеніңізге. Абу бар ма? Абу кіре алмады. Онда Света. Светадан кейін Қазима дайындала беріңіз. Кеш жарық қайда барарымды білмей жүрмін. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Менің есімім Света Нұржанова. Мен қазір өзімнің партнерым Глубина Гүлзира Гүлманованың результатын айта кетейін. Ондай результат, наверное, ешкімде жоқ. Енді, құрметті достар, ол кісі 2023 жыл январь айында келген. Биыл ол кісі 65 жасқа толады. 66-ға толады. Сол кісінің результаты өте керемет. 3 жыл төсек тартып жатқан кісі болған, станция Жаңғызтөбеде тұрады. Ол кісіге ешқандай диагноз қойылмаған, өйткені прибор, аппарат дейді, УЗИ, рентген, ешқандай ештеңке істемеген екен больницада. 19-20 жылдары ауырған кісі, содан біздің компанияға 22 жыл келеді. Ол кісінің кіндігінен ірің ағып тұрған болған. Өйткені ол кісіде диагноз жоқ, бірақ 3 жылдан кейін диагноз қояды, жировой гепатоз печени с переходом в цирроз печени дейді. Уже головка печени іріндеп циррозға айланып бара жатқан екен. Одан кейін ол кісіде повышенная свертываемость крови. Ине салынбайды, система жүрмейді, сондай болған. Язва желудка, одан кейін зоб, одан кейін керемет запор болған. Осы 5 результат неден нәтиже алған. Диагноздан керемет нәтиже алды 5 айдан кейін. 23 жылы январьдың 13-інде келді. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Июль кездерінде керемет результат ала бастағаннан кейін өзінің ұл немересіне бере бастайды. Ұл немересі 3-тен асқан, 4-ке толар кез болған. Ол ұл немересі дүниеге келген кезде бір жұмыртқасы мошонкасында болмай туған екен. Болмай туған, оны ешкім білмейді, ешкімге айтпаған, өйткені Гүлзира апай өзі енді төсек тартып жатқан адам ғой, жүре алмай жатқан. Сондықтан ол кісінің настроениесін бұзбайын деп келіні мен ұлы айтпаған. Одан кейін Гүлзира апай сол
результат 23 жылы керемет результат ала бастаған кезде ол бала төсекке піштей береді екен, содан часто болеющим ребенком болған, сол балаға элев капсулированный, одан кейін иммунокод, иммуны. Соны бере бастайды, чтобы төсекке піштемесін, иммунный системасы көтерілсін, часто тамағы бәрі ауыра бермесін деп. Сол кезде ол баланың жұмыртқасы өзі шығады. Өйткені врачтар айтқан екен, плановая операция жасаймыз, потому что ол бала туған кезде біз сразу фиксировать етіп, занесли в компьютер, операция жасап, біз операбельным путем оны шығарамыз. Но бірақ ешқандай гарантия бермейміз деген. Сондан результат алған. Сондай мықты результаттар, құрметті достар. Енді өзіме келетін болсақ, мен Өскемен қаласында тұрамын. Бір 3 айдан кейін 56-ға толамын. Мен бұл компанияға тек қана Талғат айтпақшы, тек қана ақшаға келгем, өнімге келген жоқпын, бірақ өнімді іштім. Неге десеңіздер, маған халыққа, адамдарға айту керек болды, сол үшін мен оның дәмін көрейін деп көрдім. 1,5 айдан кейін мен 10 күннің ішінде результат алдым. 10 күннің ішінде менің гемоглобиным 55 болатын. Мына пластинкадар, тырнақтың бетіндегі пластинкадардың бәрі 15 жылдың ішінде біреу де қалмаған. Түгелі рассосация етіп, кәдімгідей ет болып қалған. Ешқандай вообще менде тырнақ өспейтін, тырнақ жоқ болған. 55 гемоглобин. Одан кейін одышка. Менде аллергия басталды, хроническая, 47 түрлі шөпке аллергия. Одан кейін ол аллергиям аллергическая астма болды. Содан мен 6 жыл ауырдым. И менде гайморит, және Талғат айтпақшы, менде прокол деген ол маған ойыншық сияқты болып кетті. Мына оң жағым 5 рет кесілген, и одан кішкене шов қалды. Шов қалды, ол рассасываться етілмеді, и сол жағым 3 рет кесілген. И қыста келе жатқан кезде десем, суық ауа мына тесіктен кіргенде миға бірақ барады. Кәдімгідей. Сөйтіп жүргем. Енді, потому что мен жұмыс істейтін жерім өте қиын болды. Химиялық лаборатория, сол жерде барлық реагенты, реактивы, 8 түрлі кислота барлығы болды. Содан 3 түрлі кожна проблема болды. Гемоглобиным 55, 2 рет 35-39 жасында 2 рет гипертонический криз алдым при низком давлении. Давление 170. Сонда мен сосудологқа айтам ғой, мен неге мен криз алам, менің давлением төмен ғой десем айтады, көп адамдар путают дейді. Давление, криз алу үшін, инсульт, инфаркт алу үшін не обязательно адамдарда давление жоғары болу. Ол зависит от зашлакованности ваших сосудов дейді. Сөйтсе, менің мына коронарный сосудым 55%-ке жабылып қалған. И еще маған анализ береді ғой, снимоктан кейін не жасайды ғой, диагноз жазады. Диагноз жазған кезде забитые коронарные сосуды с обеих сторон 55%-ке дейді. Еще айтады, рекомендация мына снимок омыртқаға, позвоночника снимок жасатсын дейді. Снимок жасатсам, протрузия шейного отдела позвонка в 3 местах. Содан кейін защемление болады да, еще қысыл қалады, еще мынандай бляшкадар болады, содан мен 2 рет криз алам. Одан кейін осындай проблема, енді айта берсе проблема өте көп. Одан кейін мен 10 жыл ұйықтай алмай жүрдім. 10 жыл ұйықтай алмай, мына тюбетик, размером тюбетик, мына басымның терісі бүйтіп жиналады да, жиырылып қатты. Ішіде сыртынан суық келіп тұрады. Қатты суық келіп тұрады. Басыма қысы жазы үйде байлап жүрем, не болмаса шапка киіп жүрем. Содан невропатологқа барсам, маған аппарат кигізді, айтты, сужение сосудов головного мозга. Сөйтіп қойды. Соның барлығынан мені 5-6 врач неге алды, учет қалды. Гематолог, аллерголог, невропатолог, сосудолог, дерматолог. Сосын кейін өзіміздің лечащий врач, менің участковый. Мен сонда маған айтатын, енді Света, мен білмейміз, сіздерді вообще емдей алмаймыз, өйткені жұмыс орныңызда сондай жақсы емес, еще химическая лаборатория, неше түрлі реагенттар, реактивтар, кислоты, сондықтан сіздерге кишечник тазалау керек деді. Сонда мен осы елев 8-де ішіп бастадым, 1,5 жыл, 1 күн қалтырмай тек қана елевті іштім. Акселерді ішкен жоқпын. Почему-то акселерді тоже мен не брала во внимание. Тек қана елевті іштім. Елевтен 8 айдың ішінде астмам кетті, 10 күннің ішінде гемоглобинім 100-ге көтерілді, 3 түрлі кожна проблема кетті. Менің кожна проблемадарды көп ешкім білмейді, тек қана бибигүл білетін. Бибигүлге көрсетіп, мына құлағымнан псориаз басталды, бұлай, оның бәрін шашымды өсірем деп, бүйтіп шашыммен құлағым бәрін жауып қоям. Сондай болған. Вот сол 10 күннің ішінде сондай проблемадардың бәрі кетті. Одан кейін 8 айда астмам кетті, 5,5 жыл дегенде аллергиям кетті, 6 жылға жуық, 6 жылға таман.
Сосын кейін менде гигрома шыға беретін. Гигрома деген мына жерде мен даже чайный ложка ұстай алмайтын. Соның барлығы қазір кетіп қалды. Осындай результат менде. Рахмет тыңдағандарыңызға. Енді Майра апайда керемет результат бар еді. Майра апай выступать ете ма, етпей ма білмеймін енді ол кісі. Осы жерде отыр. Бақытжан жаңадан келген новый партнер бізде 42 күннің ішінде сахарный диабеттен 17-ден 8-де 4-ке түсті. Отыр, Бақытжан онда бөлсін, е? Аха. Бақытжан бөлсіңіз онда. Бақытжанға берейік. Бақытжан, қысқаша 2 минут. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Менің атым Бақытжан, мен 51-демін. Осы компанияға Света арқылы, ну, как на здоровье, менде диабет учетта тұрмын, давление мен учетта тұрмын, 2 дезем артроз, хронический ангина бала кезімнен. И осы декабрьде, 24 жылдың декабрьінде, 22 декабрьде бастап ішіп жатырмын. Енді мынандай результат, кішкентай результаттар, ол тіземді ашыған басылды артрозым. Ашығанда до такой степени ашитын, мен вообще жұмыста лестницаға көтерілді десе, әрең ойланып баратын. Содан кейін түнде қатты терлейтін. Страшно. Айналам тәртіп тұрғанда айналам просто бір суық жататын. Просто мен наволочка. Сол терлеген вообще бір какой-то бір 2-3 күн іште кетіп қалды ғой, даже өзім байқамай қалдым даже. Артынан есіме түсті, что терлеген, түнде терлейтін. И сол сахарный диабет, давление беспокоить етпейді. И ангина. Ангинамен бала кезімнен құс түскенін көктемге шейін күн жылғанша мен суық вообще ішпейтінмін, суық вообще тіпті ішпейтінмін. Потому что суық бірдеме ішсем, сразу ангина шығады, температура 40-қа дейін барады, мен жататынмын үйде. 3 күн 4 күн температурамен. Қазір міне холодильниктен алып ішіп жүрмін. Сондай результаттар, кішкентай. Да, керемет результат, сахарный диабет. Келесі Қазима, да? Қазима? Қысқа. Қысқа айт деген маған жақсы ғой. Жылдам сөйлеймін. Қайырлы кеш достар. Менің есімім Қазима, Семей қаласында тұрамын. Бұл компанияға 2017 жылы келгенмін. Мен де бизнеске келгем. Бірақ та осы бизнеске келіп, біз келген кезде осы бір елев кәне болды. Осы елевті ең алғаш алғанда 10 штугын алып, содан бастап біз нәтиже көре бастадық. Менің басым өте қатты ауыратын. Мына төбем бұлқылдап тұрады да, басым ауырғанда күйеуіме басымды мұжытқанда қолының батқанын сезбейтінмін. Сол кетті менде, одан кейін менде начинающий мастопатия деп айтатын, сол кетті, қызымдағы гайморит кетті. Ең бір керемет нәтиже көргеніміз, семьямызда күйеуім қаншама жыл псориаз болды. Бармаған жеріміз жоқ, емдетпеген жеріміз жоқ, ішпеген несі жоқ. Сол псориазы осы бір ғана елепті ішу арқылы кетті. Қазір енді бүкіл семьямызбен түгел продукцияның бәрін пайдаланамыз. Жаңегі артрозға аяқтарын баса алмай жүрген адамдарға айтарым, мына біздегі пластыр артрозға өте керемет нәтижесін көрсетеді. Менің Қытайдағы подружкам Пекинге барып, ана аяғына сүйегін ауыстыраны темір сал деген, осы пластырды 1 жыл пайдалану арқылы аяғындағы артроз кетіп, екі қисайып кеткен аяғы түзеліп, қазір керемет жақсы нәтиже алды. 2 минут осы менің нәтижелерім. Тыңдағандарыңызға рахмет. Да, псориаздан результат тоже керемет. Батша апай. Қайырлы кеш, достар. Менің денсаулығымның бәрі деген жылдап келеді. 30 жылдан астам пульмонологта учетта тұрған бронхиальный астмамен, терапевтте тоже 30 жылдан астам учетта тұрған, жаңағы қапшығын алып тастаған 53 жасымда. 18 жыл болды менде өттің қапшығы жоқ. 18 жылдан бері бастапқы кезде диета ұстап жүрдім де, кейін деген арасында білдіріп қоясың, соның бәрінің зардабы әрі қарай өздеріңіз енді ешкімнің басына бермесін негізі.
Сонан кейін мен кардиологта да 30 жылдан астам учетта тұрғам. Жаңағы бронхиальный астмада мені деген еуфилинмен емдеді. Еуфилин деген дәрінің побочный кері әсері именно жүрекке не береді екен, жүрекке зиян екен. Соныменен енді осы өнімдерді ішкеніме 1,5 жыл болды. Бүкіл өз компаниямыздың бүкіл линейкасындағы өнімдердің барлығын ішемін. Бронхитімнен құтылдым, құлағымнан аққан іріңнен құтылдым, шашым өсе бастады, көз көру қабілетім асты, эрозивный гастритім кетті, бауырымды май басқаннан құтылдым, 8 килограммға арықтадым, теститтен құтылдым, аяғым ісіп кететін еді, қақсайтын еді, сырқырайтын еді, сіңірім тартылатын еді. Соның бәрінен көзім ашылды, Құдайға шүкір. Таңғы 4-ке шейін көз ілмейтін, ұйқы қашып кеткен болатынды, ұйқымда қалпына келді. Гонартроз деген диагноз қойды, ең жаманы, бірақ 6-7 диагноздың бәрі мен сон бір аяғымда, екі тіземде де сондай диагноздар болды. Сізге тек қана ота жасау керек, басқа шешімі жоқ деген жерден осы өнімдердің арқасында мен құтылдым. Құдайға шүкір деп айтамын. Жаңағы даже менің сүйегім майысқан, деформация костей деді. Жаңағы тестостеронның да көмегін көрдім, өнімдердің барлығының көмегін көрдім. Менің атым Батыш, жасым 71-де, компанияға Талғат арқылы келдім, тиктоктан. Рахмет тыңдағандарыңызға. Керемет результат, Батыш апай. Рахмет бөліскеніңізге. Күлән. Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Менің аты жөнім Тайсаренова Күлән, 62 жастамын. Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағайдан боламын. Өзім медикпін, 40 жылдан астам уақыт жұмыс істеген. Енді осы өнімге мен 19 жылы келдім, денсаулыққа келгенмін. Менде варикозым кетіп қалды. Мен бұрындарда эластичный бинтсіз жүре алмайтұғым, аяқ ісіп кететұғын, сыздайтұғын, судороги беретін түнгі уақытта. Отыра қалғым келеді, шашап қалатын, аяқ тез ұзақ жүре алмайтұғым. Қазір эластичный бинтті да ұмыттым, аптекаға деген жолды да ұмыттым. Керемет өнім. Осыдан бастап ішкем, маған бір жұманың ішінде аяғымда жеңілдік сезіндім. Бір жұма ішіп осы еліфті. Кейіннен комплексына қоса отырып, мен хронический гаймориттен құтылдым. Хронический холецистит кетіп қалды. Жас кезімдегі болған хронический холецистит жасым 60-қа келгенде жоғалып кеткен. Таза болып шықты. Хронический геморрой кетті. Остеохондроз кетті. Мен бәлінбай жылғы зардап шеккен. Шашымның түсуі тоқтады. Осындай жақсы давление, ең бастысы менде давление қалыпты жағдайға келді. Почечный давлением қалыпты жағдайға келді. Екенде менде почкамда тас кетті, тұз кетті, құм кетті. Соның әсерінен менде почечный давлением қалыпты жағдайға келді. Рахмет. Осылай нәтиже. Керемет, жақсы нәтижелер. Рахмет бөліскеніңізге. Құралай Қарағанда. Ой, сәлеметсіздер, кеш жарық баршаға. Жасым елуде, атым Құралай. Менде климакс болды, 44 жасымда басталды, қатты ауырдым, қиналдым, бармаған жеріміз жоқ, сондықтан соған ем алдым осы продукциядан. Негізі мен ең бірінші жолдасым демдеген, сол үшін келгем. Жолдасым жаңа грыжа болды. Соның қағазы МРТ-дің 2023 жылы сентябрь айда. Октябрьда осы продукцияны тиктокта көрдік, алдық. Бізге өйткені хирург 10 күн уақыт берген, сонда 10 күнде уже біз жұмысқа шығып кеттік қой, кәдімгідей балдақты бәрін тастап, сынықшыға, дәрігерге бәрін бардық. Болмағаннан кейін осы продукцияны алдық. Күшті нәтиже көрдік. Енді отбасымен көріп жатырмын. Менің үйімде 3 кісі геморрой болды. Жолдасымда 30 жыл болды. Қызымда 8 жылдай болды. Экзема болды, бала күннен болды. 30-ға келдім, 30 жыл бойы көрді ғой сол экземаны. Қазір ол да кетті. Тағандай көп ауру, аллергияның түрі, 2 түрлі аллергия болды. Сезонный аллергия, сосын анау цитрусовыйға. Көп айта берсем ұмытып жатырмын енді. Өшім емі күшті жүріп жатыр. Рахмет сіздерге. Баршаңызға ем болсын, алып ішіп көріңіздер дегім келеді. Рахмет, Құралай. Жақсы результаттар. Келесі Қарлығаш. Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Рахмет сөз бергендеріңізге. Мен атым Қарлығаш, 52 жастамын, Алматы қаласында тұрамын.
Мен 40 жасымнан бастап маған полиартрит деген диагноз қойды. Полиартрит саусақтарым бәрі қисая бастады, нағашыларымнан келе жатқан тұқым қуалаушылық ауру дейді ғой. Одан кейін өтімді алып тастаған, өт ауылғаннан кейін бүкіл организм, бүкіл ағзаларымның бәрі уже кете бастады. Гастрит, филиниприт, панкреатит, холецистит, короче, иттен аяқталатын бүкіл аурулар ғой. Омыртқам 6 жерден қысылған, 2 жерден грыжа, протрузия болды. Жылына 2 рет 3 рет мануалистке баратұғым. Төсектен тұра алмайғанда жолдасын көтеріп дәретке дейін отырғызған. Таңертең төсектен тұра алмайтұғым, түнімен ұйықтай алмайтұғым, жылап оянатұғым. Не оң жағым аунай алмайтын, не сол жағым аунай алмайтын еді. Бір ала айтқанда қияметтің қияметі болатын. Аллаға сансыз шүкір, сол аурудың бәрінен құтылдым. Алла тағала мені де бекерден бекер осы жасушаның тамағын әкелген жоқ, өйткені дүниеге 6 айлық болып немерем келді. Осы 2 немеремнің біреусі шетінеп кетті, 15 күннен кейін медицинаның кесірінен былай қарасаң қалатын істейді ғой, содан енді не істейміз? Ана баламнан, екінші баламнан айырылып қалсам, мен уже өзімнің қызымнан айырылатынымды сезіп тұрдым. Өйткені өз қызым өзі неше жылдан кейін әрең көтеріп, зорға деген осы баласын өмірге әкелгені, онда да цитомегаловируспен туылған ғой баланы. Содан Гаухарға шықтым. Гаухар Болат Таматаевқа өзіміздің наставнигімізге шықты. Сол кісі Астанадан бізге ең алғаш шыққан мына детский питание болды ғой, Green Kids деген. Соның 13-тігін Ерлан Бөгенбайұлының ол кісі Астанада болған, Алланың өзінің сәтін келтірген дүниесі ғой. Сол кісіден беріп жіберіп, мен оны роддомға беріп жібердім, достар. Роддомға беріп жібердім да, балам айттым, бұны вообще врачтарға сұрамада дедім, ол рұқсатын бұны айтпада. Кәдімгі біз кезінде балаға береміз ғой, су қайнаған су. Сол суға чүт-чүттен ақырында безіп, шприспен ішкізе бер дедім. Аллаға сансыз шүкір. 4 айында балам аман есен үйге келді. Ол кезде кило 700 или кило 800 сондай ғана болып келді. Ұмытып қалдым қандай екен. Сол кезде бізге жаңадан мына біздің Елефтің тәтті түрі шықты. Мен ол кезде ешкімнен сұрамадым, қызыммен ақылдастым да, осы тәттіні бере берейік деп бере бердік. Ол өмірге келесіп неге антибиотик алған бала ғой, өмірге келесіп өткені двухсторонний пневмония болып туды, басына қан құйылып туылған бала. Содан ана біздің кереметті құдіретті осы біздің Елеф сладкий тәттісі бүкіл ана жаңағы денесіне аллергия шығарды баланың. Бала қызым менің шорши бастады, мама не істейміз, мынаны дерматовенерологқа апарамыз ба? Мен айттым, қорықпа. Атсела 1 ай дедім, 1 айдың ішінде ол кетіп қалады, өйткені антибиотикті шығарып жатыр дедім. Міне сол Елефейтім қазір 3 жастан асты. Аллаға сансыз шүкір. Одан кейін тағы бір айтатыным, менің қазір 16-ға келеді, ұлым ол кезде 12 жаста болатын. 3 қолын, 3 саусағында сүйел болды. Ол сүйел саусақтар үлкен-үлкен іші тырнақтың астына кіріп кеткен сүйел болды. Дерматовенерологқа апарғанда айтты, ойбай, қорқынышты, ең келін несі бұл тырнақтың астына кіріп кеткен сүйел, қорқынышты анализ тапсырыңыздар, қандай паразит бар, соны анықтауымыз керек деді. Мен сол кезде апарған жоқпын, тапсырған жоқпын, бікардияны бердік. Бікардия бірақ жұманың ішінде сол сүйелдердің бәрін алып тастады. Сонан ол баламда да аллергия болатын, жаңағы есек жем дейді қазақша, былай крапивница дейді ғой орысша. Менде де болатын, сол аллергиясынан құтылды. Жолдасым давлениясы, рабочий давлениясы бала кезден 160 болатын. Қазір ол кісінікі міне 120-130 и варикоздар кетіп жатыр. Осындай керемет нәтиже бізде. Рахмет көп-көп тыңдағандарыңызға. Керемет, Қарлығаш. Рахмет бөліскеніңе. Так, келесі Гаухар Рыспаева. Қайырлы кеш, жасыл бриллианттар, доллары миллионерлар. Көп болды мен даусымды естімегендеріңізге, иә? Ал енді 1-2 минут дегеннен кейін өзімнің нәтижемді мен де айта кетейін. Негізі мен бұл жерге табыс көзіне келген болатығым. Бірақ та бұл біздің компанияда ең негізгі істейтін нәрсеміз бірінші магазинге 3-ақ нәрсе. Бірінші магазинге тіркелуіміз, екінші өнімдерді алып өн бойымыздан өткізуіміз, үшінші нәтижемізбен бөлісуіміз. Нәтиже деген міндетті түрде болады деп айтамын. Себебі міне бағанадан қаншама нәтиже естіп жатырсыздар. Мағынға дейін, менен кейін әлі де қанша керемет нәтижелер естисіздер. Біздің өнімдердің барлығы 100%-ға жұмыс жасайды, иә? Енді менің ең негізгі кеткені менің қарным қабақтай болатын, о жерде менде 7-11 жұмалы қозғалып тұратын миома болған. Бағана Мейрамгүл ханым айтып кеткен сияқты, маған да сол миоманы алып тастайық деген ұсыныс болған. Бағана Мейрамгүл ханым айтып кеткен сияқты, миоманы алып тастағаннан кейін ол басқа жерінен өсті, иә? Сол сияқты миоманы алып тастаған кезде сенде қайтадан ол басқа жерден өседі, себебі миоманың тамырлары қалып қалады матканың шетінде, сосын бірнеше жерден де өсуі мүмкін деп
айтқан, иә. Сол себепті мен Алматы қаласына шұғыл жүріп кеттім да, қызымның оқу себебіне байланысты. Сонымен ол операцияға отаға түспей қалдым. Сол себепті де өте Аллаға разымын. Біріншіден Аллаға, екіншіден осы компанияға 4 жыл бойы шақырып жүріп, әрең дегенде құлағыма құйған туған жездем, жалғыз жездем Болат Таматаевқа алғысым өте шексіз. Содан осы компанияға келгеннен кейін сол миомам рассосалась. Мен жасым қазір 55-те, атым Гаухар, бірақ та сол 55 жасқа дейін бағана 40 жастағы адамдарды айтып жатыр климакс деп. Я климакс деген нәрсені мен танымайды екем, осы уақытқа дейін білмейді екем, себебі менде женский цикл әлі күнге дейін келіп жатыр. Я енді бір айта кететінім, мен былтыр Өскемен қаласына барған кезде Светаға мені УЗИға жазшы гинекологқа деп, себебі мен Өскеменде учеттамын. Я содан мені жазып барлығын тексергенде міне УЗИдің нәтижесі бойынша, бүкіл анализдар бойынша Света өзі де көрді, Света Нұржанова. Менде ешқандай миома жоқ, 7-11 жұмалық қозғалып тұратын миомадан ештеңке жоқ, киста ештеңке жоқ. Сол үшін де бүкіл адамдарға осы өнімдерді қорқпай алуларыңызға ұсынамыз. Екіншіден, бағанадан Зәуреш айтып жатыр, жаңа Бақытжан мырза да айтып өткен сияқты, хроническая ангина дейді, созылмалы баспа деген менде бала кезімнен бастап болған. Мына 2 безім сыртқа шығып кететін, тамағымды ашып тұрып, миндаликтарымды тазалап, оны қанша шайсам да, жусам да кетпей, 3 жұмадап антибиотик ішіп, 40 градусқа дейін ыстығым көтеріліп, түкірігімді жұта алмай кәдімгідей жатып қалған күндерім болған. Енді соның барлығы кетті. Одан кейін менің мына жерде зоптың үлкен шишкасы болған, тез-тез жүрсем тамағыма тұрып қалатын, еңкейіп беден жуа алмайтұғым, оның барлығы как пробка сияқты мына жерімде тамағымды алғый тұрып қалып жүретін. Бірақ өзім больницаға барғанды көп жақсы көрмеймін, сол себепті ол зоптың қандай түрі екенін, қандай не екенін тоже да білмеймін. Просто мына жерде үлкен шишка болған, кейіндеп міне менде ол кетіп қалды, қазір ешқандай шишка жоқ. Одан кейін көктемде, күзде менде радикулит деп жатады, құяң, белім шойырылып қалатын, диклофенак укол алмасам, мен жүре алмай қалатын. Сол Болат жездем неше рет маған өзі сол диклофенак укол салып беріп жүрген кезінде, себебі кәдімгідей Г-образный болып, бүйтіп жүре алмай қалатығым. Одан кейін таңғы сағат 4-5-терде тәтті ұйқы кезінде аяқ қолымның барлығы тартылып қалатын. Сонымен аяқ қолымды бүйтіп жүре алмай, бұрын Өскемен қаласында тұрғанда от жағатығымыз батареяға, пешке аяғымды басып жылтатығым, кейінірек мына ваннада су набирать етіп, сонымен аяқ қолымды әрең дегенде жазып алатығым. Одан басқа менің бетімде жаңағы Жазира ханым айтқан сияқты бетімнің барлығында, мына шекемнің барлығы қап-қара пигментация болған. Ол дегеніңіз менде 73 жылы, ол кезде сары ауру деп айтады, Боткина, менде Боткина болған. Ол деген сол кезде сары ауру, Боткина дейді, қазіргі тілмен айтқанда гепатит. Менде карточкамда мынандай сары сызық болған, мен никогда донор болып көрген жоқпын, себебі мен печеньім ауыратын, мен жареный, жирный, острый, соленый дейді, ондай нәрселердің ешқайсысын жей алмайтұғым. Бір бауырсақ пісіріп жатқан кезде ыстық бауырсақты жеп алсам, ол екіншісін қызығып қайтадан жеп алсам, қайтадан шығып кететін. Қазір енді 10 бауырсаққа дейін емін-еркін жей аламын. Аллаға шүкір деймін. Осы өнімдердің арқасында бойым 1,57 сантиметр, салмағым 57 килограммға 1 жылдың ішінде келдім. Миомаңыз не ішіп, қай уақытта кетті дейді. Менің ішкенім тек қана LF акселерейт. Осы 3 өнімді 1 жылдың ішінде отырғанда, осындай бүкіл өн бойымдағы аурулардың барлығы кетті. Және мен 7-ші класс оқып жүргенде менде купароз деген болған. Тек қана алақанымда, бүкіл басқа ешқай жеріме шықпайды, алақанымда ғана валдырлар кәдімгідей шығып, қолымнан су ағып, еш нәрсе істей алмай. Сол су аққан кезде мынаның барлығы тілініп кеуіп, саусақтарым бүйтіп қалатын, вообще қозғалмай қалатын. Содан сөйтіп қатты қиналып жүргенде менде ондицин, цинкундан деген қанша майздар жақты, түрлері керемет күшті медиктар болса біледі. Сосын кейін серно-диоктовый маз деген, чесоткаға жағатын серный мазға диоктты қосып отырып, оны да істеп беріп жақты. Орыстың апаларына апарып крапива дейді, мынандай кішкентай жапырақтар бар, қалақаймен қолымды ұрып, оның барлығын моншаға түсіріп отырып, мені оқыды да, бірақ оның ешқайсысы кеткен жоқ болатын. Осы өнімдерді ішкен кезде 7-ші
класстан бері 40 жыл өткеннен кейін ЛФ-ті ішіп бастағанда, соның барлығы мөлдіріп отырып қолыма шығып, бүкіл өн бойымнан шықты. Тек қана қолыма емес, 2 жұма бойы жүре алмай қалдым. Табанымнан кәдімгідей собалдырлар шығып, мен қозғамай болдым, өздері кеуіп қайтадан соларды алып тастадым. Сонымен бүкіл өн бойымдағы ауруым шықты деймін. Енді бұның барлығын мен кетті деп айтатын себебім, менің миомамда, менің бала кездегі хронический баспа дейді, хронический ангинамда, бүкіл белімдегі құяңым, таң атқанда аяқ қолым тартылуы, барлығына қарағанда осы суық су, ыстық суға өмірі мен бір түсе алмай тұғым. Моншаға кіргенде қалып тұратығым. Постоянно әжем, әкем шешесі есікті ашып, моншада мені күтіп тұратын жуынғанда. Енді қазір міне Айжан ханымнан бастап, Ерлан мырза, Болат мырза, барлығы біледі, Алмарасанға барып, суық суға жылына 5 уақыт біз қыста, көктемде, күзде, жазда емін еркін қарды жалаң аяқ басып жүріп, сол суға түсіп, суық суға, менің диагнозыммен ыстық су, суық су ешқашан түсуге болмайтын. Қазір енді Аллаға шүкір деймін, состояние 25 жаста біздің өнімдерді ішіңіздер, осы энергияны алған өздеріңіздің нәтижелеріңізбен халықпен бөліссеңіздер, менің Ахметжан мырзам айтқан сияқты, бүкіл қазақ халқын, бүкіл адамзатты оздоровить етуге біздің шамамыз жетеді. Себебі біз Бепик компаниясының серіктесіміз. Алға! Ой, Гаухар, керемет результат. Керемет нәтижелер. Рахмет саған. Үміт. Келесі бөлісетін. Бар ма үміт? Чық, онда Қапиядан кейін Күлжамал. Қапия? Үміт қосылды, аха. Саламатсыздар. Мен Үміт Сейдішевамын. Өзімнің результаттарымды айтайын енді. Жаңа тәлімгерім бәтіш айтайды деп тұр, енді оғына отказ беруге болмайды ғой. Соның арқасында осы бәрін алып ішіп жатырмыз. Ең бірінші жаңағы менің ауруым, давлением 180-де 100 болып, біресе көтеріліп кететінде, біресе демде 100-де 60 болып төмен түсіп кететін. Мына екі қол деген ұйып қалғаны соншалықты, екі жағыммен де жата алмаймын. Шалқаммен жатсам жауырыным удай ашиды, екпетімнен жатсам тұншығам, түнімен ұйқы жоқ. Шаш деген уыс-уыс болып түсіп, сөйтіп жүргенде айтып, осы елефті. Бір сұлуқан Зайлағина деген подружкам, осыны алып ішсең қояды, осыны алып ішсе жазыласың деп қоймағасын, осы тарап іздеп отырып, өзімен құрдас екен деп, бәтіштің атына жазылып, содан алып ішкеннен соның қойды ғой сол. Давлениеден құтылдым ең бірінші. Мыңда бір рахмет. Қолымнан жаңағы давление өлшейтінім түспейтін, біресе былай болды, біресе былай болды деп. Ана екі қолдың ұйығанында кетті, ұйқы тыныш, таң атқанша керемет ұйықтаймын. Жүрегім ауыратын еді, оғанда жаңа бикардия дегенді алып ішіп, бикардиядан да жақсы болды. Базовый комплексін іштім ғой бірінші. Содан кейін бикардияны алып іштім. Сосын тағы бір немерем бар еді. Өзін слабый ұстайтын. Шаршап тұрым деп осы діңкелеп отыратын. Соған тәтті түрін, електің тәтті түрін алып бердім. Ол да жақсы болды. Сабағын оқып, бұрынғыдай жата бермейтін болды. Енді тыңдағандарыңызға рахмет. Енді өз елдің бәрі. Уақыт қысқа болып жатыр ғой, жақсы сау саламат болыңдар, көргенімізге қуаныштымыз. Осында қазақстандар көп болсын. Рахмет. Рахмет, Үміт апай.
Довольный наставнигіңіз. Саған. Молодец, Құрдас, молодец. Қапия бар ма екен? Қапия жоқ болса, Күлжамалмен аяқтаймыз. Сағат 10 болды. Микрофон. Микрофон қосылмай жатыр ма? Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен бұл компанияның өнімдеріне біріншіден ұлымды емдейін деп келдім. Осы Elevate-тің құрамын естіп келдім, нәтиже естімедім басында. Бірақ осы мезгілдік аллергияны емдейін деп келдім. Негізі балам 18-де болған ол кезде, осы 1 жыл бұрын. Мезгілдік аллергия, ол сезонный аллергия дейді ғой. Енді ол астмаға айналады деген соң бір ем іздеп жүрдім. Сол кезде осы өнім кездесіп қалды. Осы өнімді алып ішіп, 1-2 ай ішкеннен кейін, негізі біз деген уже келесі операцияға по варикоцеліні операцияға жасау керек болғанбыз. Бірақ сол моментте балам бармайтын болып шешім қабылдап, неге деп едім, ауырмайтын болды деп. Сөйтіп 1-2 айдан кейін осы Elevate пен Бикардион ішкеннен кейін, мынандай комплексті ішкеннен кейін бізге отменили операцию, айтты варикоцелиден операция керек емес, өйткені не беспокоит деді. Сөйтіп, сондай нәтиже көргеннен кейін, енді өзімде де саумын деп жүрген адамда, акасы бірнеше айтпақшы, ұлымда тұрақтылық шаршау кетті, студент болған, сол кезде балам айтты, мен сабақта ұйықтамайтын болдым, 4 күннен кейін нәтиже көрді, жалғыз Elevate-тен. 4 күннен кейін айтты, мен балам, осы өнімді ішіп отырайықшы мама деді. Неге деп едім, сабақта ұйықтамайтын болдым. Сөйтіп тұрақтылық шаршау одан кетті, содан кейін мен де өзім сезіне бастадым. Енді өзім диагноздарымды айта кетсем, біраз хронический ауруларым бар екен. Ол тұрақтылық шаршау, іш қату, асқазан ішек жолдарының дұрыс жұмыс істемеу, жировой гепатоз болды. Соның бәрі біртен кетті. 30 жылдық экзема болды менде. 30 жылдық экзема 2 қолымда, 2 аяғымда болған. Сосын гидросальпинс деген диагноз болған менде. Гидросальпинс ол су жиналады левый яичникте. Сол кетті. Сосын өкше жарылу деген болатын. Ол анандай шпоры дейді ғой орысша. Сол шпорым кетті. Сондай диагноздардан қазір 1 жылдың ішінде құтылдым толықтай. Сондықтан осы өнімдерге алғысым шексіз. Осы өнімді ойлап тауып идеясына көп рахмет айтам. Осы Дэн Путманның осы компанияға алғысым шексіз. Осы өнімдерге, осы біздің тәлімгерлерімізге, осы өнімдерді көрсетіп, осы жолды көрсетіп келе жатқан тәлімгерлерімізге көп рахмет. Сол, рахмет сіздерге. Рахмет, Гүлжамал, рахмет. Барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Бүгінгі міне результаттармен, нәтижелермен бөліскен серіктестерге, біздің партнерларға, жаңадан келіп қосылғандардың уже бір айдың ішінде результат алып жатқандары бар, 1 аптаның ішінде результат алып жатқандары бар. Сондықтан да барлықтарыңызға алғысымыз шексіз, өйткені сіздердің айтқан нәтижелеріңіз біреулерге үміт салады, сіздерді естіп үміттеніп, олардың да болашағында денсаулыққа деген, денсаулығын қалпына келтірем деген үмітпен ішіп, осындай результаттардан, осындай продукциялардан, клеточный жасушалық тамақтан олар да результат алады деген үміттеміз. Барлығымыз елдерге көмек ретінде бөлісіп жатырмыз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет, баршаларыңызға үлкен рахмет, күшті, керемет нәтижелер, рахмет, үлкен рахмет. Керемет результат. Күшті. Результаттар. Загрузим YouTube. Қазақша және де. Қазақша елдер жақсы сөйлейді.